Медициналық колледждің студенті наурыз айындағы ақтүтек боранда көпірдің астынан өлім аузында жатқан үй-күйсіз жанды тауып алды. Ауруханаға қабылдату үшін оны өз ағам деп таныстырды. Бірақ оның шын мәнінде кім екенін білген сәтте қатты есеңгіреп тұрып қалды. Егер тағы бір рет мені қыз бала деп атайтын болсаңыз, екінші саусақ буыныңызды сындырып аламын. Әрине, кездейсоқ болып қалар, деді ол. Жаңа ғана Айдананы зембілден алыстатпақ болған еңкіштеу санитар Ғалымжан қолын сол мезетте тартып алды. Қабылдау бөлімінің күңгірт жарығында оның көзі шарасынан шыға жаздады. Үшінші курс студентінің батылдығына таң қалды ма, әлде анатомияны соншалық дәл білетініне қайран қалды ма, өзі де аңғармады. Мен қыз бала емеспін. Мен бүгін кезекшілікке шыққан фельдшер практикантпын, деді Айдана даусын бәсеңдетіп. Бұл кісі менің ағам. Мейірбике, өтінемін, қабылдау құжатын бере қойыңыз. Ғалымжан үндеместен шегініп өзің біл дегендей күбірледі. Ал шашына ақ кірген, жанары қаталдау әрі әжім торлаған қолды Күләш Петрқызы үнсіз ғана қажетті бланкты ұсынды. Айдана оның жанарынан шаршаңқылықпен араласқан аяныш сезімін аңғарды. Айдана Сейітованың өміріндегі ең ұзақ түн осылай басталды. Ал бұдан бір күн бұрын, бәлкім дәл осы күннің өзінде ол түнгі кезекшіліктен қайтып келе жатқан еді. Бет қаратпас наурыз боранын, бет қарып өткен мұздай қарды, қолғаптарын дәрігерлер бөлмесінде ұмытып кеткен өз ұқыпсыздығын, әсіресе қалалық автобустардың жүру кестесін іштей қарғап келе жатты. Оның бағытымен жүретін соңғы автобус осыдан 5 минут бұрын кетіп қалған, ал келесісі 1 сағаттан кейін ғана келеді. Сондықтан оған ескі зауыттардың жанынан өтетін өндірістік аймақты жаяу кесіп өтуге тура келді. Қызыл кірпіштен қаланған алып қабырғалар жантәсілім етіп жатқан дәулердің жалаңаш қабырғаларын елестететін. Қалтасындағы телефон тоңғандай дірілдеп қоя берді. Айдана мұздап қалған саусақтармен әзер шығарып қарады. Анасы хабарлама жіберіпті. Тағы да учаскелік дәрігер туралы. Қызым, жағдайымыз өте қиын болып кетті. Нұрлан Нұрмағанбетұлы аяғын сындырып алыпты. Облыс орталығына алып кетті. Дәрігерлер кемінде жарты жыл емделеді дейді. Оның орнына жаңа маман жібермейміз деп отыр. Қызмет орны бар болғанымен адам жоқ екен. Кеше Күләш әжені жүрегі қысылып алып келді. Бар жұмысты жалғыз өзім атқардым. Әйтеуір бұрынғы нұсқаулықтарды ұмытпаған екенмін. Айдана күрсініп қойды. Өзінің туған ауылы Сарыарқа өңіріндегі шалғай Қараөзек ауылы болатын. Ол жерге жедел жәрдем де оңай жете бермейді. Анасы ауылдағы амбулаторияның бүкіл жұмысын жалғыз өзі көтеріп жүрген еді. Фельдшер де өзі, мейірбике де өзі, тіркеуші де өзі, тазалықшы да өзі. Жақында дипломы да, қосымша ақысы да болмаса да, дәрігердің қызметінде атқаруға мәжбүр болатын шығар. Кенет екпінді жел бетіне мұз түйіршіктерін атып жіберді. Айдана жеңмен қалқаланып, өндірістік арнаның үстінен өтетін жаяу жүргіншілер көпіріне бұрылды. Кеңес дәуірінен қалған тот басқан көпір желмен бірге теңселіп, ескі үрмелі аспаптай күңірене ызыңдап тұрды. Төменде қарауытып аққан судың бетінде майлы дақтардың түрлі түсті ізі көрініп жатты. Дәл көпірдің ортасына келгенде жел бұрынғыдан да күшейіп кетті. Айдана демін сәл басу үшін қоршауға сүйене бергенде, төмендегі су жиегінен әлдебір күңгірт көлеңке көзге шалынды. Әуелде мұны боран мен шаршаудың алдамшы елесі шығар деп ойлады. Бірақ көлеңке қайта қозғалды. Сонда ғана жартылай қираған қайық тұрағында бүрісіп жатқан адамның бейнесін анық көрді. Саған қатысы жоқ, деді ішкі даусы көршісі Нұржанның үніндей болып. Онда адам жатыр, деп жауап қатты екінші дауыс. Әлдебір себеппен ол әкесінің үніне ұқсап кетті. Әкесінің баяғыда ошақ басында айтқан сөзі есіне түсті. Қызым, өмір жолыңда бір адамды кездерсең, ол ешқашан кездейсоқ болмайды. Ол әрдайым таңдау жасауға берілген мүмкіндік. Айдана ауыр күрсінді. Енді төмен түсетінін іштей біліп тұрды. Бұл шешім қар ұлпасындай жеңіл болғанымен дәл сол ұлпадай бұлтартпас еді. Көпірден су жағасына түсетін баспалдақ түгелдей мұз болып қатып қалыпты. Тот басқан қоршауға жармасқан күйі баяу төмен түсіп келе жатқан Айдана пальтосының қардан малшынып бара жатқанын сезді. Қайық тұрағы жоғарыдан көрінгеннен де қатты қираған екен. Шатырының бір бөлігі опырылып түскен. Қабырғаларына әртүрлі жазулар шимайланған.
Осы қаңыраған орында брезенттің бір қиындысы ықтасын болған бұрышта бір адам жатыр. Үстіне бірнеше қабат ескі құсқы шүберек жамылғанымен Айдана оның денесін қалтырау буып жатқанын бірден аңғарды. Шатырдың тесіктерінен түскен әлсіз жарықта ол сақалы ағара бастаған жүдеу жүзді, көзі шүңірейген, жүзі әбден азып кеткенімен бет әлпетінен тілдік аңғарылатын ер адамды көрді. «Ассалаумағалейкум» деді Айдана қасына тізерлей отырып. «Сізге көмектесейін бе?» Әлгі кісі селк етіп қызға қызуы көтерілген адамның алақ-жұлақ жанарымен қарады. «Берсінші» деп қарлығыңқы үнмен бөтен тілде күбірледі де артынша есін жиғандай, «Сен кімсің?» деп сұрады. «Мен Айданамын, фельдшермін, нақтырақ айтсам, медицина студентімін. Қызуым бар. Кете бер» деді әлгі адам сөзін қысқа қайырып. Сол сәтте көкірегін қақ айырғандай ауыр жөтел қысты. «Кете ғой». Бірақ Айдана оның маңдайына алақанын қойды. Денесі оттай жанып тұр екен. Өкпесінің тынысы ауырлап, әр дем алған сайын сырыл анық естілді. «Сізде өкпе қабынуы бар. Екі өкпеңізде зақымданған сияқты. Сізді дереу ауруханаға жеткізу керек» деді ол. «Ауруханаға бармаймын» деп басын шайқады әлгі адам. Кенет оның жанары ашылғандай болды. Көзінде таныған адамның нышаны жылт етті. «Айсұлу, ақыры келдің бе?» «Мен Айсұлу емеспін» деді Айдана жай ғана. «Менің атым Айдана, қазір жедел жәрдем шақырамын». «Бір сұлтан» деп күбірледі ол. Кәрпас қондырылған жүзік. «Ол әлі сенде ме?» «Алпамыс оған таңбалар қашап еді. Жолаушыны қорғайды» деген. Осы сөзден кейін оны тағы да қатты жөтел қысты. Бұл жолғы жөтел бұрынғысынан әлде қайда ауыр болды. Айдана шошып кетті. Жөтелі басылған соң әлгі адамның бойындағы бар қуаты сарқылып кеткендей болды. Денесі босаңсып, жанары бос кеңістікке қадалып қалды. «Қалай болғанда да мен бәрібір өлемін» деді ол кенет анық сөйлеп. «Мен сол кезде ақ олармен бірге өлуім керек еді. Берсінші». Айдана оның қасында жатқан әбден тозған кітапты байқап қалды. Ақырын қолына алып қарады. Мұқабасында көне кеме бейнеленіп, шетел тілінде ғылыми еңбек екені жазылған. «Сіз археологсыз ба?» деп сұрады ол. Бірақ әлгі адам жауап қатпады. Қайтадан сандырақтап кетті. Айдана орнынан тұрып телефонын шығарды. Бұл жерде байланыс өте нашар болғанымен аздап ұстап тұр екен. Ол жедел жәрдемнің нөміріне қоңырау шалды. «Жедел жәрдем тыңдап тұр» деген шаршаңқы әйел даусы естілді. «Сәлеметсіз бе? Маған жедел жәрдем бригадасы керек». Ер адам. Жасы шамамен 55 пен 60 жас аралығы. Болжам бойынша екі өкпесі бірдей қабынған. Қызуы өте жоғары, есі кіресілі шығасылы. Айдана көпір астындағы ескі қайық тұрағының шамамен орналасқан жерін егжей-тегжейлі түсіндіріп берді. «Науқасқа кім боласыз?» Дәл осы сәтте Айдана салдарын ойлап үлгерместен іштей бірден шешім қабылдады. «Бұл менің ағам Саят Қасымов, қасында ешқандай құжаты жоқ. Аз кем үнсіздіктен кейін диспетчер, бригаданы күтіңіздер. Шамамен 15 минутта жетеді» деді. Айдана телефонын сөндіріп, бейтаныс адамның жанына қайта отырды. Оның ерні әртүрлі тіл араласқан түсініксіз сөздерді күбірлеп жатты. «Шыдаңыз, қазір келеді» деп оның қолынан жайлап ұстай беріп еді, әлгі адам саусақтарын күтпеген жерден қатты қысып алды. «Қызым, мені кешір. Мен рөлге отырмауым керек еді» деп сыбырлады. Жедел жәрдем бригадасы жас жігіттерден құралған екен. Екеуі де оқуын жақында ғана аяқтағаны байқалып тұрды. Жұмыстарын сауатты атқарғанымен мұндай шақыртуларға әбден үйренгендіктен ешқандай таңданыс білдірмеді. «Қай ауруханаға апарамыз?» деп сұрады үлкені зембілді көлікке көтеріп жатып. «Қалалық көп салалы ауруханаға» деді Айдана дереу. «Мен сол жерде тәжірибеден өтіп жүрмін. Кезекші дәрігерлерді танимын». Ол зембілдің артынан көлікке мініп қабылдау бөлімінде не айтатынын ойша пысықтап отырды. Ал қазір өзін ағасы ретінде тіркеу құжатын толтырып отырғанда терапия бөлімінің меңгерушісі Раушан Петрқызы Төлегенованың салмақты жанары өзіне қадалып тұрғанын анық сезді. Бойы аласа, шашын қысқа қидырған дәрігер әйел қарау бөлмесінің есігінен үнсіз бақылап тұрды. «Сейітова» деді ол ақыры. «Қазір менің бөлмеме кір». Раушан Петрқызының жұмыс бөлмесі тар ғана болатын.
Жалғыз терезесі көрші ғимараттың қаптал қабырғасына қарап тұр. Ол үстел басында екі қолын айқастырып отыр екен. Ресми құжатқа жалған мәлімет жазып отырғаныңды түсінесің бе? Деді ол ешқандай кіріспесіз. Бұл шынымен сенің ағаң ба? Айдана оның көзіне тіке қарады. Жоқ, деді бүкпесіз. Мен оны көпірдің астынан тауып алдым. Жағдайы өте ауыр еді. Сонда сенің ойыңша көшеде жатқан әрбір үй-күйсіз жанды ауруханамызға қабылдай беруіміз керек пе? Онсыз да орын жетіспейді. Ол жай үй-күйсіз адам емес деген сөз Айдананың аузынан еріксіз шығып кетті. Ол өте білімді. Бірнеше тілде сөйлейді. Қасында ғылыми кітабы бар. Раушан Петрқызы қабағын түйді. Баспанасыз жүрген адамдардың тең жартысының жоғары білімі бар. Оның еш айырмашылығы жоқ. Ереже бәріне бірдей. Құжаты жоқ, сақтандыру құжаты жоқ болса, тек шұғыл көмек көрсетеміз де шығарамыз. Айдана үнсіз қалды. Не айтарын білмеді. Раушан Петрқызы ауыр күрсінді. Жарайды, қабылдайық делік. Одан кейін не болады? Ем ақысын кім төлейді? Жауапкершілікті кім алады? Мен аламын, деп Айдана ойланбастан айтып салды. Раушан Петрқызы оған таңырқай қарады. Ашуының арасында қызығушылық та байқалды. Қалай төлейсің? Айта отыршы. Студенттік шәкіртақыңмен бе? Айдана тісін қысты. Бір амалын табамын. Раушан Петрқызы орындықтың арқалығына сүйеніп жымиды. Білесің бе, Сейітова, сен маған өзімнің жастық шағымды еске түсірдің. Мен де дәл сендей болатымын. Айырмашылығы, мен шетелдегі соғыс аймағында жұмыс істедім, ал сен көшеден адам құтқарып жүрсің. Ол біраз үнсіз отырып Айданаға ұзақ қарады. Жарайды, құжаттарға қол қоямын. Бірақ бар болғаны 3 күнге ғана. Осы уақыт ішінде оның кім екенін дәлелдейсің. Әйтпесе әлеуметтік бейімдеу орталығына жіберіледі. Түсінікті ме? Иә, деді Айдана көкірегін бірден жеңілдік кернеді. Көп рахмет. Әзірге алғыс айтатын ештеңе жоқ, деді Раушан Петрқызы. Есіңде болсын, бұл өтірік. Бірінші әрі соңғы рет. Ендігәрі мұндайға жол бермеймін. Ал қазір үйіңе барып, жақсылап ұйықтап ал. Көзің әбден қызарып кетіпті. Айдана басын изеп бөлмеден шықты. Үйіне қайтпас бұрын ағасы ретінде тіркелген науқас жатқан палатаға кіріп шықты. Ол тамшылатып дәрі жіберетін жүйеге қосылып, терең ұйқыда жатыр екен. Жасанды жарықта жүзі балауыздан құйылғандай бозарып көрінді. Беті әбден жүдеп, ұрттары ішіне кіріп кеткен, маңдайы биік. Оның кескін келбеті өмірін көшеде өткізуге тиіс адамның бейнесіне мүлде ұқсамайтын. Сіз шынында кімсіз? Деп сыбырлады Айдана палатаның есігін жайлап жауып жатып. Ал сыртта наурыздың қалың қары тоқтаусыз жауып тұрды. Ол дәл осы күннің бүкіл ізімен құпиясын жасырып тастағысы келгендей еді. Аурухананың хлор иісі, дәрі-дәрмек пен ескі ауаның аралас иісі Айданаға баяғыдан таныс болатын. Өмірінің тым көп сағаты осы қабырғалардың арасында өтті. Едендегі линолеум әбден тозып ағарып кеткен, ал шамдардың суық жарығы айналаға жансыз үн беріп тұратын. Тағы келдің бе? Деді журналға үңіліп отырған Күләш Петрқызы басын көтерместен. Әлгі профессор үй-күйсіз адамға ма? Айдана үнсіз ғана басын изеді. Ауруханада жаңалықтың қандай жылдам тарайтынын ол бұрыннан білетін. Міне, арада 3 апта өткенде әлгі үй-күйсіз адам санитарлардан бастап бөлім меңгерушілеріне дейінгі бүкіл қызметкерлердің ең көп талқылайтын тақырыбына айналып үлгерген еді. 3-ші палатада жатыр, деді Күләш Петрқызы, бірақ ұзақ отырма. Дәрігерлердің таңғы қарауы басталғалы тұр. Палатаға кіргенде Саят Ильясұлы жастыққа сүйеніп төсекте отыр екен. Алғаш кездескен кездегіге қарағанда едәуір оңалып қалыпты. Бетіне аздап қан жүгіріп, жанарына қайтадан сана нұры ұялаған. Сол себепті оның асыл текті адамға тән келбеті аурухананың жұпыны киіммен бұрынғыдан бетер айқын ерекшеленіп тұрды. Құтқарушым келіпті ғой, деді ол Айдананы көргенде. Бір кездері зор дауысты болғаны аңғарылатын үні енді ескі қобыздың жарықшағындай дірілдеп шығатын. Келіңіз, Айдана Серікқызы. Жай ғана Айдана дей беріңіз, деп түзетті ол сөмкесінен алма мен сүзбе алып жатып. Біздің кафедрада студенттерге әрдайым аты жөнімен сөйлейтінбіз.
Меніңше, сол дұрыс деді Саят. Кафедраңызды есіңізге түсірдіңіз ғой деді Айдана орындықты төсегіне жақындатып. Саят басын изеді де қайтадан үнсіз қалды. Бұл олардың әр кездесуінің үйреншікті көрінісіне айналған еді. Әуелі аздап сыр ашылады, артынша ұзақ үнсіздік орнайды. Бірдеңе айтып беріңізші деді Айдана, мысалы, ғылыми сапарларыңыз туралы. Саяттың жүзі бірден жанданып кетті. Сіз ұлы даладағы алғашқы скандинавиялық жәдігерлер көпшілік ойлағандай ұлы жібек жолының бойынан емес, Сарыарқа өңірінен табылғанын білесіз бе? Деп бастады ол әңгімесін. Біз оны мүлде күтпеген жерден анықтадық. Сол кезде мен жас зерттеушілер тобын бастап барған едім. Айдана оның Сарыарқа өңірінің қалың орманы, қалың мүгі, тасты көл жағалары туралы айтқан әңгімесін үйіп тыңдап отырды. Әр сөзі оның бала күннен таныс көріністерді көз алдына келді. Әкесімен бірге жидектерген соқпақтар, жазғы кештерде суға шомылған көлдер бірінен соң бірі елестеді. Ондағы тыныштықтың жөні бөлек деді Саят, ондай тыныштықты басқа еш жерден сезіне алмайсың. Бүкіл дүние тоқтап қалғандай болады да, мәңгілікпен бетпе-бет жалғыз өзің қаласың. Білемін деді Айдана жай ғана. Мен сол жақтың қызымын. Саят сөзін кілт тоқтатты. Сіз сол өңірдің тумасысыз ба? Анам жағынан. Анам Қараөзек ауылында фельдшер болып жұмыс істейді. Ол ауылды білесіз бе? Әрине, деді Саят таңданысын жасыра алмай. Біз бір кезде Ақкөлдің жағасында ауылдан 5 шақырымдай жерде шатыр тігіп тұрғанбыз. Екеуінің арасында үнсіздік орнады. Бірақ бұл жолғы үнсіздік бұрынғыдай ауыр емес, бір-бірін бұрынғыдан жақынырақ түсінген адамдардың үнсіздігі еді. Неткен қызық сәйкестік деді Саят ақырында. Мен сәйкестікке сене бермеймін деп Айдана жымиды да орнынан тұрды. Енді мен кетейін. Ертең тағы келемін. Айдана Серік қызы деп тоқтатты оны Саят есікке жеткенде. Сізге шын жүректен рахмет. Қарашы, біздің домалақ анамыз қайтып келіпті ғой деген дауыс естілді. Нұржан орта ас үйдің есігіне сүйеніп тұр екен. Ұзын шашын қалай болса солай түйіп алған, көзі қызарып кеткен. Түні бойы тағы да бейнематериалдарын өңдеп шыққаны көрініп тұр. Қолында ешқашан тастамайтын ескі фотоаппараты бар. Әлгі үй күйсіз адамың қайда? Бізбен бірге тұруға әлі келмедің бе? Айдана үндеместен шәйнекті пештің үстіне қойды. Газ лап етіп жанды. Ол үй күйсіз адам емес. Археология профессоры. Оның аты Саят Ілиясұлы деді артына бұрылмай. Енді әкесінің аты да қосылыпты ғой деп күлді Нұржан фотоаппаратын оған қаратып. Ал енді не істейсің? Асырап аласың ба, әлде тұрмысқа шығасың ба? Фотоаппараттың әлсіз дыбысы шықты. Айдана бұрылып объективке тіке қарады. Нұржан, неге бұл саған сонша тыныштық бермейді? Маған ба? Деп мырс етті ол. Мен тек қызық құбылысты бақылап жүрмін. Шалғай ауылдан келген, өзі шәкіртақымен қосымша табысқа күн көріп жүрген қыз көшеде қалған профессорды құтқарып жүр. Дайын деректі фильмнің өзі ғой. Кедейлер кедейді құтқарады. Шәйнек ысқырып қоя берді. Айдана оны алып, сыры кеткен эмаль кружкаға шай демдей бастады. Бір күн әкем жараланған заңсыз аңшыны арқалап шыққан деді ол ақырын. Қақаған аязда 15 шақырым бойы орман арасымен көтеріп жүрген. Сосын, сол адам бұған дейін 3 жыл бойы әкемнің үстінен орман шаруашылығына қайта-қайта жала жауып жүрген. Қызметінен кетіруге барын салған. Нұржан фотоаппаратын төмен түсірді. Онда неге құтқарған? Мен де дәл осыны сұрадым. Айдана шайынан бір ұрттады. Әкем не дегенін білесің бе? Қызым, адамдарды көмекке лайық және лайық емес деп бөлуге болмайды. Өйткені бір күні өзің де көмекке лайық емес адамдардың қатарына кіріп қалуың мүмкін деді. Ол шайын үстелге қойып есікке қарай беттеді. Әдемі ертегі екен деді Нұржан соңынан. Өзіңнің ішер асың жоқ, ал сен болсаң көшеде қалғандарды құтқарып жүрсің. Айдана тоқтады, бірақ артына бұрылмады. Егер бір күні ішер асым болмаса, туған ауылыма қайталамын. Ал оның барар жері де жоқ. Оны қалайша ауруханадан шығарады? Деді Айдана даусын әрең тежеп. Баратын жері жоқ қой. Раушан Петрқызы оған ешбір сезім білдірместен қарады.
Сейітова, сен қазір бөлім меңгерушісімен сөйлесіп тұрсың ба, әлде құрбыңмен бе? Соны анықтап ал. Айдана терең тыныс алды. Раушан Петрқызы, бөлім басшысы ретінде сізден аз ғана уақыт беруіңізді өтінемін. Ол құжаттарын қалпына келтіруі керек. Мен еріктілер үйіммен де байланысқа шықтым. Сенің ағаң деп көрсеткен адамның емделу мерзімі 3 күн бұрын аяқталды. Деді Раушан Петрқызы әр сөзін нықтап. Оның осы жерде жатқан әр күні мемлекет қаржысының есебінен өтеді. Мен өз қызметімді қатерге тігіп отырғанымды түсінесің бе? Түсінемін, деді Айдана бәсең үнмен. Бірақ сізден дәрігер ретінде емес, адам ретінде өтініп тұрмын. Раушан Петрқызы орындықта тіктеле отырды. Қысқа саусақтары үстелді жүйкесі сыр берген адамдай тырсылдатып қаға бастады. Бір кезде кенет, отыр деді. Айдана қарсы алдына жайғасып отырды. 1988 жылы мен шетелдегі соғыс аймағындағы дала госпиталінде жұмыс істедім деп бастады Раушан Петрқызы көзін алыстағы бір нүктеге қадап. Сенен сәл ғана үлкен едім. Бір науқас болды. Жасы небәрі 19-да. Жарылыстан ауыр жараланып миы шайқалған еді. Мен оны өлімнен арашалап қалдым. Қасықпен ботқа беріп балапан құстай күтіп бақтым. Ал ол маған өлең оқып беретін. Абайдың өлеңдерін оқитын. Елестетіп көрші, соғыс даласындағы госпитальда жарылыстардың астында отырып оқитын. Раушан Петрқызы үнсіз қалды. Әдетте қатқыл көрінетін, бет сүйектері айқын бедерленген жүзі бір сәтке жас қыздың жүзіндей жұмсарып кетті. 3 айдан кейін оны ауруханадан шығардық. Тіпті басшылыққа хат жазып туған жеріне қайтаруды өтінген едім. Бірақ арада бір апта өткенде мінген броньды көлігі жарылысқа түсіп, ішіндегі адамдардың бәрі қаза тапты. Бәрі. Түсінесің бе, бәрі. Айдана не айтарын білмей үнсіз отырды. Мені сезімсіз адам деп ойлайсың ба? Деп Раушан Петрқызы кенет орнынан тұрып терезе алдына барды. Жоқ, Айдана, мен дәрігердің кәсіби шекарасы дегеннің не екенін жақсы білемін. Сол шекара болмаса, сен дәрігер емес, әр науқасқа байланып қалып, кейін өз сезіміңнен жұмыс істей алмайтын әлсіз адамға айналасың. Мен оған байланып қалмаймын, деді Айдана, тек аяғына тұрып кетуіне көмектескім келеді. Қазір солай ойлап тұрған шығарсың, деді Раушан Петрқызы оған бұрылып. Жарайды, саған тағы 3 күн беремін. Бірақ осы уақыттың ішінде оның қайда орналасатынын шешіп үлгір. Мейірім мекені ұйымының кеңсесі ескі ғимараттың жертөлесінде орналасқан екен. Төбеге таяу орналасқан кішкентай терезелерден әлсіз көктемгі жарық әрең түсіп тұр. Іште киім-кешек салынған картон жәшіктер, түрлі анықтамалықтар мен ескі компьютер ғана көзге түседі. Саят Ильясұлы Қасымов дейсіз ғой, деп қайталады Бауыржан Қалиев сауалнама қағазын қаламмен тықылдатып. Жасы шамамен 65 пен 70 жас аралығы шығар, деді Айдана, нақты білмеймін. Қанша уақыттан бері көшеде жүр? Шамамен 3 жылдай. Әскери адамға тән тік жүрісті, қырлы жүзді Бауыржан орындық арқалығына шалқайып отырды. Ұсақ тыртықтары байқалатын жүзінде сенімсіздік байқалды. Қарағым, бізге нақты мәлімет керек. Онсыз құжаттарын қалпына келтіру мүмкін емес. Өзі бірдеңе айтып жатыр ма? Аздап қана. Өзі туралы көп ашыла бермейді. Онда сөйлету керек, деді Бауыржан қысқа ғана. Қазір баспанада бос орын жоқ. Бірақ бір аптадан кейін бір орын босайды. Сол уақытқа дейін басқа ұйымдардан да сұрастырып көремін. Айдана басын изеді. Көп рахмет. Рахметтің керегі жоқ, деп ол визиткасын ұсынды. Келесі жолы толық мәлімет әкел. Онсыз ештеңе істей алмаймыз. Палата іші қаракөлеңкеленіп қалыпты. Саят төсегіне жартылай сүйеніп, терезенің ар жағындағы қарауыта бастаған аспан аясында көрінген қала шатырларына үнсіз қарап отыр екен. Сіз туралы көбірек білуім керек, деді Айдана жанына отырып. Құжаттарды рәсімдеу үшін. Саят жайлап басын бұрды. Айдана Серікқызы, мұның бәрі сізге не үшін керек? Жалпы мен сізге не үшін керекпін? Бұл сұрақ Айдананы тосылтып жіберді. Өйткені сізге көмек қажет. Ал менің көмекті қаламайтыным ойыңызға келген жоқ па? Оның даусында ашу жоқ еді. Тек шексіз шаршау ғана сезілді. Мүмкін мен осы тағдырыма лайық шығармын.
Ешкім де көпірдің астында жалғыз өлуге лайық емес деді Айдана нық үнмен. Саят ашы жымиды. Сіз мен туралы ештеңе білмейсіз. Онда айтып беріңіз. Ол ұзақ үнсіз отырды. Әлденені іштей таразылап отырғандай болды. Сосын бойын тіктеп еш сезім білдірмей сөйлей бастады. Саят Ілиясұлы Қасымов 1962 жылдың 15 мамырында Семей қаласында дүниеге келдім. Ұлттық университеттің тарих факультетін тәмамдадым. Ұлы даланың солтүстік батыс өңіріндегі халықтардың скандинавтармен байланысы жөнінде ғылыми еңбек қорғадым. Кейін археология кафедрасында сабақ бердім. Мамандану бағытым скандинавиялық көне мұралар. 2 рет үйлендім. Алғашқы некеден Айсұлу есімді қызым бар. Қазір Ақтауда тұрады. Теңіз биологиясы саласында жұмыс істейді. Осы жерде ол кідіріп қалды. Айдана оның жұдырығын түйіп алғанын байқап қалды. 6 жыл бұрын жұбайым Гүлмирамен және ұлым Нұрдәулетпен бірге ғылыми сапардан қайтып келе жатқанбыз. Көлікті өзім жүргізіп келе жаттым. Рөлде отырып қалып кеттім. Көлік жолдан шығып кетті. Даусы дірілдеп кетті. Екеуі де қаза тапты. Тек мен ғана тірі қалдым. Айдана үнсіз отырды. Бұл тыныштықты бұзуға батылы жетпеді. Содан кейін араққа салынып кеттім деді Саят сөзін жалғастырып. Жұмысымнан айырылдым. Үйімнен айырылдым. Қызым мені көргісі келмеді. Дұрыс деді. Өйткені оның өгей шешесі мен інісінің өліміне себепкер болған менмін. Бұл жазатайым оқиға болған деді Айдана ақырын ғана. Жоқ деп кесіп айтты Саят, мен ұйқым қанбағанын білдім. Ғылыми мақаламды өткізуге кешігіп бара жатқанымды білдім. Соған қарамастан көлікке отырдым. Сондықтан бұл адам өліміне себеп болған менің кінәм. Қасақана жасалмағанымен бәрібір кінәм. Ол қайтадан терезеге бұрылды. Қызыммен мүлде араласпай кеткенге дейін оған отбасымыздың көне мұрасын беріп кеттім. Кәртас қондырылған жүзік. Ата-бабамыздың бірі алыстан алып келген дейді. Әрине, бұл тек аңыз шығар деп ойлайтынмын. Бірақ бір ғылыми сапарда дәл сондай жүзікті ежелгі жауынгердің қорымынан таптық. Даусы барған сайын бәсеңдей түсті. Жер астына сіңіп бара жатқан бұлақтың сылдырындай алыстап кетті. Мен бұрынғы өміріме қайтқым келмейді деді ол сыбырлап. Саят Қасымов деген адам әлгі жол апатында бірге өлген. Ұлттық университеттің кітапханасы Айдананы ескі кітаптардың иісі мен тек парақтардың сыбдыры ғана естілетін тыныштықпен қарсы алды. Қасымов дейсіз бе? Деді кітапханашы компьютерге сығырайып қарап. Бізде оның 2 ғылыми монографиясы мен ғылыми жинақтарда жарияланған бірнеше мақаласы бар. Егде кітапханашы кітаптарды іздеп кеткенше Айдана сөрелерге қарап үнсіз күтті. Бұл қабырғалар Саятты бір кездері өз ісіне берілген, өмірге құштар профессор күйінде есте сақтап қалғандай көрінді. Осындай өмірден айырылу оған қаншалық ауыр болды екен. Көп ұзамай кітапханашы қалың кітапты алдына келіп қойды. Скандинавтардың ұлы далаға келу жолы, ежелгі кезеңдегі ықпалына жаңа көзқарас. Екінші кітаптың атауы солтүстік батыс өңірдегі көне руникалық жазулар, жинақ және ғылыми түсіндірме. Айдана бірінші кітаптың мұқабасын аса ұқыптылықпен ашты. Кітаптың алғашқы бетінде автордың суреті тұр екен. Саят Қасымов шамамен 10 жыл бұрынғы қалпында бейнеленген. Ұқыпты қырқылған сақалы бар, жанары өткір, шынтақ тұсына былғары жапсырма тігілген твит бешбін киген. Сол суреттегі адамның көпір астынан табылған жанкешті күйдегі адам екеніне сену қиын еді. Бірақ терең орналасқан көздері, сәл сығырайып қарайтын жанары, биік маңдайы мен езуіне білінер-білінбес жымиыс ұялаған жұқа ерні өзгермепті. Айдана кітаптың бірнеше бетін ақырын аударып шықты. Алдынан ғылыми сапарлардың суреттері көрінді. Бірінде Саят студенттермен бірге қазба орнында тұр, енді бірінде жаңа табылған көне жәдігердің жанында, тағы бірінде ғылыми конференцияда баяндама жасап жатыр. Сол суреттердің арасынан профессор Саят Қасымов жұбайы Гүлмирамен және ұлы Нұрдәулетпен бірге Сарыарқа өңіріндегі ежелгі скандинав қонысын зерттеу жұмыстары. 2013 жыл деген жазуы бар фотосурет көзге түсті. Қою қоңыр шашты жас келіншек камераға күлімдеп қарап тұр. Қолынан шамамен 12 жастағы арықша келген ұл бала ұстап алған.
Айдана сол суретке ұзақ қадалып отырды. Саят олардан айырылғанда қандай күй кештеген. Ал қазір сол күндерді есіне алғанда жүрегі қалай ауырады екен. Ол кітапты ақырын жауып қойды. Бұл беттердегі адам мүлде басқа еді. Ол өз болмысын білетін, өз қадірін бағалайтын, өмірдегі орнын анық сезінетін жан болатын. Ал көпір астынан табылған адам тек отбасынан, қызметінен ғана айырылмаған. Ол өзінде жоғалтып алған еді. Бірақ Айдана оның шынайы болмысы әлі де жүрегінің бір түкпірінде сақталып қалғанына сенді. Ол кітапты аса ұқыптылықпен сөмкесіне салып жатып, Саяттың басынан өткен қасіреттің шынайы ауқымын алғаш рет толық түсінді. Бұл бір адамның сүрінуі ғана емес, тұтас бір әлемнің қирауы еді. Енді сол быт-шыт болған әлемді қайта құрастыруға көмектесу өз мойнына жүктелгендей сезілді. Мамырдың таңы жұпар, сирен гүлінің иісі мен жаңбырдан кейінгі дымқыл асфальттың жұпарымен аңқып тұрды. Айдана жаңа салынған тұрғын үйлер мен автокөлік жөндеу шеберханасының арасында қысылып тұрған, сылағы түсе бастаған екі қабатты мейірім мекені орталығының кіреберісінде тұр еді. Ашық тұрған терезеден әлдекімнің қарлығыңқы жөтелмен радиодан шығып жатқан үн естілді. Ішіне кіргенде қайнатылған қырыққабаттың иісі мен хлордың өткір иісі мүңкіп тұрды. Тар дәлізден қарсы алған Бауыржан Қалиев бұрынғыдан да шаршаңқы көрінді. Сенің профессорың біздегі бүкіл тәртіпті төңкеріп жіберді, деді ол амандасудың орнына. Кеше не істегенін білесің бе? Айдана басын шайқады. Иығының еріксіз ширығып кеткенін сезді. Археологиядан дәріс оқыды. Барлығын ортақ бөлмеге жинап алып, 2 сағат бойы скандинавтардың көне тарихын әңгімеледі. Елестетіп көрші. Бауыржан күліп жіберді. Ең қызығы, бәрі тыңдады. Тіпті әдетте боқтықтан басқа сөз айтпайтын анау үндемес кісі де үнсіз отырып тыңдады. Өзі қалай? Деп сұрады Айдана, денсаулығы әлде қайда жақсы. Тамақты тәуір ішеді, ұйқысы да түзелген. Бірақ Бауыржан саусағымен самайын нұсқады. Іші қараңғы. Кейде оған қарап отырып, таулы өңірдегі соғыста көрген адамдар есіме түседі. Дене емес, жан жарақаттанғандай күй. Екеуі асхана қызметін атқаратын шағын бөлмеге кірді. Үстелдердің бірінде өңі оңған шақпақты жейде киген Саят отыр екен. Киімі өзіне шақ емес, біреудің иығынан алынғаны көрініп тұр. Әлі де арық болғанымен бұрынғыдай титықтап көрінбейді. Алдында бірнеше кітап пен бір дәптер жатыр. Бірдеңе жазып отырған екен. Айдананы көрген бойда орнынан тұрды. Қимылынан бұрынғы ұстазға тән жинақылықтың жұрнағы байқалды. Айдана Серікқызы, сізді көргеніме қуаныштымын. Қарасам, жаңа ортаға үйреніп қалыпсыз, деді Айдана күлімсіреп кітаптарға көз тастап. Не оқып отырсыз? Әр нәрсені қараймын. Бұл жердің кітапханасы таңғаларлық екен. Жеңіл романдардан бастап кванттық физика жөніндегі ғылыми еңбектерге дейін бар. Біреулер осында өз кітаптарын сыйға тартып кететін көрінеді. Оның жанары аз уақытқа қайтадан жарқырап кетті. Бірақ көп ұзамай әлдебір көрінбейтін перде жабылғандай қайтадан мұңайып қалды. Мен ағаңызды тауып алдым, деді Айдана ешқандай кіріспесіз. Саят селк ете қалды. Жаңа ғана жанданған жүзі қайтадан қимылсыз кейіпке енді. Асқар, деді әрең естілер дауыспен. Оны интернет арқылы таптым. Қазір Түркістанда тарихи шағын аудандарды қалпына келтіру жұмыстарымен айналысатын сәулетші реставратор болып жұмыс істейді. Мен оған хат жаздым. Бірақ әзірге жауап келген жоқ. Саят аяғы әлсіреп кеткендей баяу отырып қалды. Олай істемеуіңіз керек еді, деді ол. Өтінемін, бәрін сол күйінде қалдырыңыз. Саят Ілиясұлы, деді Айдана қарсы алдына отырып. Ағаңыз сізге көмектесе алады. Өйткені сіздің қазір құжатыңыз да, баспанаңыз да жоқ. Барлығынан өз ақымақтығымның кесірінен айырылдым, деді Саят бұл жолы бұрынғыдан қатқылдау үнмен. Енді барып бауырыма масыл болғым келмейді. Бірақ сіз бұл жерде мәңгі қала алмайсыз ғой. Саят терезеге бұрылды. Сұр үйлердің арасынан көк аспанның кішкентай ғана бөлігі көрініп тұр екен. Қала аламын, деді ол баяу ғана. Тіпті осының өзімен лайық болғаннан артық. Ұлттық университеттің кітапханасындағы ескі компьютер ыңырана жұмыс істеп тұрды. Айдана іздеу парақтарының ашылғанын шыдаммен күтіп отырды.
Ол соңғы 3 күн бойы Саяттың туыстарын іздеп жүргенімен еш нәтиже шықпады. Асқар Қасымов хаттарына жауап бермеді. Ал Саяттың қызы Айсұлудың әлеуметтік желілерде өз атымен ашылған парақшасы мүлде табылмады. Тек теңіз биологиясына арналған ғылыми конференциялардың мұрағатын ақтарып отырып, Каспий теңізінің экологиясын зерттейтін маман Айсұлу Қасымова жайлы бір мәліметке кезікті. Бірақ байланыс деректеріне жете алмады. Әлі де қабағың түсіп отырма? Айдана селк етіп басын көтерді. Қасында әдеттегідей қолына камерасын ұстап Нұржан тұр екен. Сен мұнда не істеп жүрсің? Деді таңырқап. Жаңа деректі фильмме материал іздеп жүрмін деп ол көрші орындыққа отыра кетті. Ұйқысы қанбайтын, дұрыс тамақтанбайтын. Шәкіртақысы жетпейтін студенттер туралы. Ал оның таптырмас кейіпкері дәл алдымда отыр. Айдана көзін төңкеріп қойды. Егер келіп тағы келемеждейтін болсаң, қазір қолым тимейді. Көріп тұрмын, деді Нұржан мониторға еңкейіп. Әлі сол профессорыңды құтқаруға тырысып жүрсің бе? Ал оған сенің көмегің керек екеніне көзің жете ме? Өзің айтқан адамның жүзінде көрген жоқпын ғой. Сол себепті саған бір ұсыныс айтқалы тұрмын, деді Нұржан кенет байыпты үнмен. Ол туралы қысқаша деректі фильм түсірейік. Менің курстасым жергілікті телеарнада жұмыс істейді, бейнемонтаж жасауға көмектеседі. Жақсы адам қалайша көшеде қалып қойғанын көрсетеміз. Сосын халықтан көмек жинаймыз. Айдана оған таңырқай қарады. Сен шынымен көмектеспекшісің бе? Оған емес, саған деп иығын қиқаң еткізді Нұржан. Түнде ұйықтау мүмкін болмай кетті. Бірде түн ортасынан кейін келесің, бірде таң ата кетесің. Бүкіл пәтердің тыныштығын бұзып жүрсің. Айдана басын шайқады. Меніңше бұл дұрыс емес. Саят Ілиясұлы өте намшыл адам. Онсыз да өзін ешқандай көмекке лайық емеспін деп есептейді. Енді жұрттың алдында қайырымдылыққа мұқтаж адам ретінде көрсетсек, оған одан сайын ауыр тиеді. Өзің біл, деді Нұржан орнынан тұрып. Бірақ ойың өзгерсе, ұсынысым күшінде. Ол шығып кетті. Артынан әлсіз темекі иісі ғана қалып, Айдананың көңілінде түсініксіз бір ауыр сезім қалды. Дүние төңкеріліп, айналасындағы адамдар өзгеріп бара жатқандай көрінді. Ал өзі сол өзгерістерге ілесе алмай жүргендей әсерде еді. Мейірім мекені орталығында тұрғындар қонақ бөлме деп атайтын шағын бөлме бар болатын. Ескілеу диван, 2 кресло мен көнерген теледидар ғана тұрған тар бөлме еді. Әдетте бұл жерде ешкім отырмайтын. Тұрғындар көбіне аулада немесе өз бөлмелерінде уақыт өткізетін. Бірақ бүгін бөлме лық толы екен. 15 шақты адам, негізінен әр түрлі жастағы ер азаматтар, жүздерінен көшеде өткізген ауыр өмірдің ізі байқалатын жандар диванға, креслоларға, тіпті еденге отырып алып, Саятты үйіп тыңдап отыр. Саят терезе алдында, терезе жақтауына сүйеніп тұрған күйі сабырлы, асықпай сөйлеп тұр. Дәл студенттеріне дәріс оқып тұрған бұрынғы профессордың өзі. Көпшілік скандинавтарды тек қатыгез тонаушылар деп қабылдайды. Бірақ шын мәнінде олар теңізде жүзуді жетік меңгерген, сауда-саттықты дамытқан ерекше өркениет болатын. Олар Әл-Фарабиден бірнеше ғасыр бұрын алыс құрлыққа жеткен алғашқы еуропалықтардың бірі саналады. Ал олардың драккар деп аталатын кемелері өз дәуіріндегі кеме жасаудың нағыз жауһары еді, деді ол. Айдана есік алдында үнсіз тұрып қалды. Ішке кіріп, осы ғажайып көріністі бұзуға батылы жетпеді. Саят сөйлеген сайын еңсесі тіктеліп, дауысы нықталып, жанары баяғы ғылымға құмар адамның отындай жарқырай түсті. Мен өзімде бір кезде Скандинавия еліндегі әйгілі кеме мұражайында болғанмын, деп жалғастырды ол. Ғажайып орын. Сол кеме 300 жылдан астам уақыт су астында жатса да, бүгінгі дейін түгелге жуық сақталған. Расымен скандинавтар адамды құрбандыққа шалған ба? Деп сұрады тыңдап отырғандардың бірі, орта жастағы сақалды ер адам. Ондай мәліметтерді араб саяхатшылары жазып қалдырған, деді Саят басын изеп. Бірақ кез келген дерек көзге сақтықпен қарау керек. Бір халықтың мәдениетін тек қылмыс жаңалықтарына қарап бағалауға болмайтыны секілді. Бөлме іші күлкіге толды. Саят та жымиып қойды. Айдана оны алғаш рет жанарына дейін жеткен шынайы күлкімен көріп тұр еді. Бірақ дәл сол сәтте Саят есік алдында тұрған Айдананы байқап қалды. Күлкісі лезде жоғалып, орнына сақтық ұялады.
Бүгін бізге журналистер келді, деді Бауыржан Қалиев екеуі аулаға шыққанда. Аудандық газеттен екен. Профессордың дәрістері туралы естіп мақала жазғылары келіпті. Саят Ілиясұлы не деді? Бірден бас тартты. Тіпті сөйлескісі де келмеді. Бауыржан темекісін тұтатты. Өкінішті ақ. Баспана үшін жақсы жарнама болар еді. Айдана терезеден Саятқа қарады. Ол қайтадан дәптеріне үңіліп әлденелерді жазып отыр екен. Ол қорқады, деді Айдана баяу ғана. Оны біреу танып қоя ма деп қорқады. Бұрынғы өміріне қайта оралып, қашып жүрген қасіретімен қайта бетпе-бет келгісі келмейді. Ал оған міндетті түрде қайта оралу керек деп кім айтты? Деді Бауыржан. Мүмкін адамды өз жайына қалдырған дұрыс шығар. Айдана басын шайқады. Сіз оның скандинавтар жайында әңгімелеген сәтін көрдіңіз ғой. Ішінде қайтадан бір жарық жанғандай болды. Ол бұл жерде өмір сүру үшін жаралмаған. Оның орны ғылымның ортасында. Оны сен шешпейсің, деді Бауыржан жай ғана. Әр адамның өз жолын таңдауға қақысы бар. Тіпті сол жолы тығырыққа тірелсе де. Жексенбі күні таңертең сирек кездесетін демалысын пайдаланып, Айдана бір мезгілде емтиханға дайындалып әрі жиналып қалған кірін жуып жүргенде есік қоңырау соғылды. Есікті ашса, алдында екі адам тұр екен. Бірі шамамен 50 жастағы, сақалына ақ кірген, ұқыпты күтінген ер кісі. Қасында қою қоңыр шашын қалай болса солай түйіп алған өзінен сәл жас көрінетін әйел бар. Айдана Сейітова, сіз боласыз ба? Деп сұрады ер адам. Мен Асқар Қасымов боламын. Ал бұл марқұм жұбайының туған қарындасы Жанар Әбдірова. Айдана қолындағы суын сүртіп үлгермей үнсіз тұрып қалды. Ішке кірсек бола ма? Деді Жанар жұмсақ үнмен. Біз Саят туралы сөйлесуге келдік. Үшеуі тар ас үйдегі клеенка төселген үстелдің басына жайғасты. Әр түрлі кеселерге құйылған шай әлдеқашан суып кеткенімен ешқайсысы қол тигізбеді. Біз оны 3 жыл бойы іздедік, деді Асқар, даусы төмен әрі қоңыр екен. Ағасының үніне өте ұқсайды. Әуелде ішімдікке салынып кеткен шығар дедік. Кейін шетелге кетіп қалған болар деп ойладық. Жеке із кесуші жалдадық. Бірақ олда ешқандай дерек таба алмады. Саят өзін ешкімнің тапқанын қаламады, деді Жанар ақырын ғана. Ол білегіндегі күміс білезігін қайта-қайта айналдырып отыр екен. Жол апатынан кейін өзін бәріне кінәлады. Олардың орнына мен өлуім керек еді дегенді қайта-қайта айтатын. Ал оның табылғанын қайдан білдіңіздер? Деп сұрады Айдана. Кездейсоқ, деді Асқар. Жанар мейірім мекені орталығының әлеуметтік желідегі парақшасына жазылған. Сол жерде қайырымдылық кешінен түсірілген сурет жарияланыпты. Артқы жақтан Саятты байқап қалдық, деді Жанар. Ол қатты өзгеріпті. Бірақ мен оны 1000 адамның ішінен де таныр едім. Айдана үнсіз қалды. Саяттың қазіргі жағдайын айтуға өзінің қақысы бар ма, жоқ па, соны өзі де шеше алмай отыр еді. Ол бұрынғы өміріне қайта оралғысы келмейді, деді Айдана біраз үнсіздіктен кейін. Өзін ондай өмірге лайық емеспін деп есептейді. Бос сөз, деді Асқар бірден. Жол апаты жазатайым оқиға болды. Оның еш кінәсі жоқ. Бірақ оның өзі олай ойламайды, деді Айдана. Ол шын көңілімен отбасымен бірге өзі де қаза табуым керек еді деп сенеді. Асқар жұдырығын түйіп алды. Ол жоғалып кеткеннен кейін мен қанша психологқа барғанымды білесіз бе? Қаладағы мамандардың бәріне дерлік қаралдым. Бәрі бір ғана нәрсе айтты. Саят бізден қашқан жоқ. Ол өзінен өзі қашып кетті. Біз тек оны көргіміз келеді, деді Жанар жай ғана. Тек жүзін бір көрсек болды. Бізді сонда апара аласыз ба? Жексенбі күні мейірім мекені бұрынғыдан да мұңды көрінді. Аула қаңырап бос жатыр. Жылы күнді пайдаланып тұрғындардың көбі әрқайсысы әр жаққа кеткен екен. Кіреберістегі орындықта жалғыз өзі кітап оқып Саят отырды. Олар жақындағанда басын көтерді. Сол сәтте Айдана оның жүзінің қалай қатып қалғанын анық көрді. Неге бұлай істедіңіз? Деді ол Айданаға сатқындық жасаған адамға қарағандай ауыр жанармен. Саят, деп Асқар алға шықты. Оларды алып келуді өзім өтіндім. Екі ағайынды бір-біріне қарсы тұрды. Екеуі бір-біріне айнымай ұқсайды.
Бірақ сонымен бірге мүлде бөлек адамдардай. Бір тағдырдың екі түрлі жолмен кеткен бейнесі секілді. Асқар, деді Саят ақырында. Шашың әпақ болып кетіпті. Ал сен сүйегің ғана қалғанша жүдепсің, деді Асқар. Екеуі үнсіз бір-біріне қарап тұрды. Араларында айтылмай қалған сөздер, жылдар бойы жиналған сағыныш, өкініш пен үнсіз тербеліп тұрғандай еді. Кенет Асқар алға ұмтылып ағасын құшақтай алды. Сенің жоғалып кетуге еш қақың жоқ еді, деді даусы дірілдеп. Біз бәріміз Гүлмира мен Нұрдәулеттен айырылдық. Бірақ соның кесірінен сені де жоғалтуымыз керек емес еді. Саят қимылсыз тұрды. Құшағына жауап қайтармады, бірақ итеріп те жібермеді. Жүзі бұрынғыша ештеңе білдірмегенімен жанарынан ауыр мұң, кінә мен әлдебір жеңілдіктің елесі байқалды. Келмей-ақ қоюларың керек еді, деді ол ақырында. Жоқ, келуіміз керек болды, деді Жанар бір қадам алға басып. Саят, біз осы жылдардың бәрінде сені іздедік. Не үшін? Деді Саят ашы үнмен. Мен сенің әпкең мен өз ұлымның өліміне себепкер болдым. Жоқ, деді Жанар баяу ғана. Сен оларды өлтірген жоқсың. Сен оларды жан тәніңмен жақсы көрдің. Олар да сені жақсы көрді. Гүлмира сенің осылай өмір сүргеніңді ешқашан қаламас еді. Оның не қалайтынын сен білмейсің. Білемін. Жанар білегіндегі күміс білезігін шешіп алды. Осы білезікті туған күніме сыйлағанда Гүлмира не дегені есіңде ме? Өмір ешқашан үзілмейтін шеңбер деген еді. Саят көзін жұмып қалды. Бізге сөйлесу керек, деді Асқар. Шындап сөйлесу керек. Сенің қайта оралуың жайында. Мен қайтпаймын, деді Саят кесіп. Маған осында жақсы. Ал Айсұлуға жақсы емес, деді Жанар жай ғана. Ол сен сыйлаған кәріптас жүзікті әлі күнге дейін мойнына тағып жүреді. Саят селк ете түсті. Әлдекім жүрегіне соққы жасағандай болды. Оған менсіз жақсырақ. Жоқ, деді Асқар нық үнмен. Мұны өзің де жақсы білесің. Сен ауыр қайғыдан қашып кеттің. Бірақ қайғыдан ешкім қашып құтыла алмайды. Қайда жасырынсаң да, ол бәрібір сені табады. Айдана сәл шеткерірек тұрып, өткен өмірдің көзге көрінбейтін жіптерімен байланысқан осы үш адамның кездесуін үнсіз бақылап тұрды. Өзім бұл жерде артық адамдай сезінгенімен кетіп қалуға батылы жетпеді. Өйткені дәл қазір өте маңызды, жүрекке жақын бір сәттің куәсі болып тұрғанын анық сезінді. Егер шынымен кінәңді жуып шайғың келсе, деді Асқар сөзін жалғастырып, онда қайта орал. Өмір сүр. Еңбек ет. Басқаларға пайдаңды тигіз. Бұл жоғалып кетуден әлде қайда қиын. Бірақ нағыз өтеу осы. Саят оған көзін көтеріп қарады. Айдана оның жанарынан қорқыныш пен үміт араласқан ерекше сезімді көрді. Қолымнан келеме, білмеймін, деді Саят ақырын ғана. Мен сонша уақыт ешкім болмай өмір сүрдім. Жоқ, деді Асқар, сен әрдайым Саят Қасымов болып қалдың. Тіпті өзің одан бас тартқың келген кезде. Айсұлумен телефон арқылы сөйлесу ұзаққа созылған жоқ. Айдана Саяттың ғана сөздерін естіп отырды. Ол жай сөйлеп, әр сөзінің арасында ұзақ кідіріп, ойын жинақтап отырғандай болды. Иә, бұл менмін. Жоқ, түсінемін. Кешірім сұрайын деп тұрған жоқпын. Тек бір рет кездескім келеді, Айсұлу. Арғы жақтан ұзақ үнсіздік орнады. Саят көзін жұмып, телефон тұтқасын бар күшімен қысып тұрды. Рахмет, деді ақырында. Мен күтемін. Ол телефонды орнына қойып, өзгелерге бұрылды. Жүзі бозарып кеткенімен бұрынғыдай сабырлы еді. Ол кездесуге келісті. Маусым айында Астанаға ғылыми конференцияға келгенде жүздесеміз, деді. Бұл өте жақсы, деді Асқар басын изеп. Ал оған дейін менің Нұра ауданында шағын пәтерім бар. Жалға алып тұрған адамдар өткен аптада көшіп кетті. Қаласаң уақытша сонда тұра тұр. Жоқ, мен қабылдай алмаймын. Саят, деп сөзін бөлді Асқар, бұл қайырымдылық емес. Бұл ағайынның бір-біріне жасайтын қолдауы. Бөлме іші үнсіз қалды. Тек сырттағы көліктердің гуілі ғана естіліп тұрды. Ол пәтерге жөндеу қажет екен, деді Саят біраздан кейін. Жөндеу жұмысына өзім көмектесемін. Асқар сол күні алғаш рет күлімсіреді. Әрине, электр жұмысына сен менен әрдайым шебер едің.
Айдана олардың жүзіне қарап отырып, жүрегін жылы сезім билегенін сезді. Бытырап жатқан бөлшектер біртіндеп өз орнына келіп, тұтас бір көрініске айналып жатқандай еді. Жарайсың деп сыбырлады Жанар екеуі аулаға шыққанда. Сен болмасаң, біз оны ешқашан таба алмас едік. Мен тек керек уақытта керек жерде болдым деді Айдана. Жоқ деп басын шайқады Жанар, ондай сәйкестік болмайды. Саят зерттеген көне халықтардың бір сенімі бар еді. Әр адамның өмір жолы дүниеге келген сәтінде ақ жазылып қояды, ал ешкім өзіне белгіленген жолдан түпкілікті бұрылып кете алмайды деп сенген. Жанар Айданаға мейірмен жымиып қарады. Меніңше, сенің тағдырың жоғалған адамдарды табу. Айдана ештеңе демеді. Ол іштей, бәлкім, көпір үстіндегі сол наурыз боранда Саятты өзі ғана тапқан жоқ, Саят та өзін тапқан шығар деп ойлады. Кейде адам біреуді құтқарамын деп жүріп, өзі де құтқарылып жатады екен. Саят қабырға бойымен созылып жатқан жіңішке жарықты саусағымен баяу сипап отырды. Сырт көзге әрең байқалғанымен ол бөлмені екіге бөліп тұрғандай еді. Оның жан дүниесінде де дәл сондай көзге көрінбейтін жарықтар бар болатын. Маусымның самалы өңі оңған пердені баяу тербетіп, бөлмеге гүлдеп тұрған жөке ағашының жұпар иісі мен көліктердің түтін иісін бірге алып кіріп тұрды. Нұра ауданындағы шағын пәтер тар болғанымен тап-таза еді. Екі бөлме, титімдей ас үй және даңғылға қараған шағын балкон. Ішіндегі жиһаздың бәрі ескі үлгідегі қарапайым дүниелер. Қолтығы мүжіліп, матасы оңып кеткен орындықтар ғана. Бүкіл өмірі уақытша аялдауға айналған адамға уақытша тұрақ болатын орын. Маған келуге міндетті емессіз, деді Саят Айдана азық-түлік салынған сөмкемен кіргенде. Емтихандарыңыз бар емес пе? Фармакология мен терапиядан емтихан тапсырып қойдым, деді Айдана үстелге нан, ірімшік пен жемістерді қойып жатып. Енді тек патологиялық анатомия қалды. Мұндай кездесулер екеуіне де үйреншікті әдетке айналған еді. Айдана аптасына 2-3 рет келіп азық-түлік әкелетін, хал жағдайын сұрайтын. Саят кейде ықылассыздау жауап берсе де, оны әрдайым ішке кіргізетін. Еміңіз қалай жүріп жатыр? Деп сұрады Айдана алманы турап отырып. Психолог менде жарақаттан кейінгі күйзеліс синдромы бар дейді, деді Саят үстелге отырып, қолдарын алдарына жинап. Балалық шағым, ата-анам туралы көп сұрайды. Пайдасы тиіп жатыр ма? Білмеймін. Ол алманың бір тілімін алды. Түнде бәрібір сол бір түсті көремін. Әр түні. Рөлде өзім отырамын. Гүлмира пойызға кешігеміз деп асықтырады. Нұрдәулет артқы орындықта күліп отырады. Сосын көзім ілініп кетеді де, көлік жолдан шығып кетеді. Әр түн сайын Айдана Серік қызы. Әр түн сайын. Айдана бірдеңе айтқысы келгенімен, ондай терең жараның алдында кез келген сөздің дәрменсіз екенін сезінді. Жақында магистрлік ғылыми жұмысқа кеңесші болуды ұсынды, деді Саят кенет әңгіменің арнасын өзгертіп. Бір студент скандинавтардың ұлы даланың солтүстік өңіріндегі тайпалармен сауда байланысын зерттеп жүр екен. Ойланып көрейін дедім. Бұл керемет қой, деді Айдана қуанып. Ғылымға қайта оралудың басы емес пе? Иә. Саят оның жанынан әрі асып бір нүктеге қарап отырды. Бірақ университетке бармаймын. Ол дәліздерді, аудиторияларды, адамдарды көруге дайын емеспін. Ол орнынан тұрып кітап сөресіне жақындады. Асқар осы жылдар бойы сақтап келген ағасының кітаптарының біразын әкеліп қойған болатын. Айсұлу бір аптадан кейін келеді, деді Саят артына қарамастан. Экология жөніндегі ғылыми конференцияға. Кездесуге дайынсыз ба? Саят үнсіз ғана ашы жымиды. Екі рет тастап кеткен қызыммен кездесуге адам қалай дайын бола алады? Деді ол баяу. Біріншісі жұмысқа беріліп кеткенімде, екіншісі жоғалып кеткенімде. Жоқ, мұндай кездесуге ешкім дайын болмайды. Саят сөреден тозығы жеткен былғары мұқабалы фотоальбомды алып шықты. Көргіңіз келе ме? Екеуі диванға қатар отырып, өткен өмірдің сарғайған парақтарын бірге ақтара бастады. Бір суретте кішкентай Айсұлу құмда ойнап отыр. Келесі суретте қос бұрымды, салмақты жанарлы мектеп оқушысы. Тағы бірінде Саят қазба орында күнге әбден тотыққан, қалың сақалды жас ғалым. Алғашқы жұбайының суреті де бар екен. Жүзі жылы, нәзік әйел. Айсұлу 7 жасқа толғанда ол менен кетіп қалды, деді Саят сол суретке ұзақ қарап.
Сен маған емес, көне қыш сынықтарыңа үйленгенсің деді. Шындықты айтқан екен. Ол келесі бетті аударды. Айсұлу әкесімен бірге теңіз жағасында тұр. Жас өспірім кезі. Мен жақсы әке болуға тырыстым деді Саят, оны ғылыми сапарларға ертіп жүрдім. Қорғандар мен көне қалашықтар жайлы айтып беретінмін. Бірақ жақсы әке болу қызықты әңгіме айтумен өлшенбейді. Ол балаңа уақыт бөлу. Мен тіпті сол қайғылы оқиғадан бұрында жақсы әке бола алмадым. Даусы дірілдеп кетті. Ол альбомды жауып қойды. Мен онымен кездескенде не айтамын, Айдана Серік қызы. Өгей анаң менің қайтыс болғаннан кейін сені жалғыз қалдырғаным үшін кешір деймін бе? Әлде 3 жыл бойы жоғалып кеткенім үшін кешір деймін бе? Мүмкін дәл сол кезде мен оған керек болған шығармын. Шындықты айтыңыз деді Айдана жай ғана. Қанша ашы болса да бар шындықты. Айдана патологиялық анатомия пәнінен емтиханды үздік тапсырды. Аудиториядан шыққан соң қабырғаға сүйеніп тұрып, соңғы апталардағы ауыр қысымның иығынан біртіндеп түсе бастағанын сезді. Емтихан кезеңі аяқталды. Алда 1 айлық еркін уақыт күтіп тұр. Сейітова деген таныс дауыс шықты. Раушан Петр қызы дәлізбен оған қарай асыға басып келе жатыр екен. Үстінде әдеттегідей аппақ халат. Шашын бұрынғыдан да қысқартқан. Жанары бұрынғыша қырағы. 1 минут уақытың бар ма? Деп басын жұмыс бөлмесіне қарай изет. Дәрігерлер бөлмесінде кофе мен дәрінің иісі аңқып тұрды. Раушан Петр қызы есікті жауып Айданаға қарады. Ағаңның жағдайы қалай? Деп еш кіріспесі сұрады. Жақсырақ туыстары табылды. Ағасы да қызы да келді. Солай ма деді Раушан Петр қызы ойланып басын шайқап. Демек, сенің сол кездегі тәуекеліңнің бекер болмаған екен. Ол терезе алдына барып күнге шағылысқан аурухана ауласына көз тастады. Сол күні саған неге көмектесуге келіскенімді білесің бе? Деді артына бұрылмай. Себебі сенен қайсарлықты, табандылықты, мақсатыңа жетуден таймайтын мінезді, және сөзбен айтып жеткізу қиын тағы бір қасиетті көрдім. Ол қайтадан Айданаға қарады. Біздің ауданнан медициналық институтқа мақсатты грантқа байқау жарияланды. Жеңімпаздың оқу ақысы толық төленеді. Ай сайын шәкіртақы беріледі, жатақханамен қамтамасыз етіледі. Оқуды аяқтаған соң 5 жыл бойы жергілікті емханада жұмыс істейді. Анам хатында дәрігер жетіспейді деп жазған сол емхана ма? Деп Айдана жай ғана сұрады. Дәл өзі деді Раушан Петр қызы басын изеп. Енді не айтпағым келгенін түсінген шығарсың. Мен сені осы байқауға ұсынамын. Бірақ бәсеке өте күшті болады. Қазірдің өзінде негізгі үміткер бар. Ол аудан басшысы орынбасарының қызы деді Раушан Петр қызы. Онда неге мені ұсынып отырсыз деп сұрады Айдана, өйткені маған оқу орындарына қабілет емес, танысы бар адамдардың өтіп, кейін туған жеріне қызмет етудің орнына үлкен қалаға кетіп қалатынын көру әбден жалықтырды деді Раушан Петр қызы нық үнмен. Жақсылап ойлан. Бұл сенің өміріңді өзгертуі мүмкіндік. Айсұлу бойшаң, арықша келген, қап-қара шашты, әр қимылы дүниеге қарсылық білдіріп тұрғандай өткір мінезді жас қыз екен. Әкесі мен қызының түр тұлғасы онша ұқсамаса да, екеуі де айналасына бірдей сақтықпен, ішкі қорғанысын жоғалтпай қарайтын жандар еді. Сәлем, Айсұлу деді Саят қызы пәтерге кіргенде. Өсіп көркейіп кетіпсің. Айсұлу оған салқын ғана көз тастады. Ал сіз қатты қартайып кетіпсіз. Бір шетте тұрған Айдана әке мен қыздың арасындағы айтылмай қалған өкпе мен мұң-мұңаны қалай ауырлатып жібергенін анық сезді. Бұл Айдана деді Саят, менің досым. Сәлеметсіз бе Айдана деп басын изеді Айсұлу. Ол Айданаға сөйлегенде үні әлде қайда жұмсақ шықты. Асқар ағам әкемді қалай тауып алғаныңызды айтып берді. Сізге рахмет. Үшеуі үстел басына отырды. Айдана алдын ала дайындап қойған шай мен бауырсақты дастарханға қойды. Әңгіме ауыр басталды. Әр сөз көрінбейтін кедергілерге тіреліп жатқандай еді. Жұмысың қалай? Деп сұрады Саят. Асқар сенің теңіз экологиясын зерттеп жүргеніңді айтты. Иә деді Айсұлу, біз Каспий теңізінің жағалау суларының ластануын және оның теңіз жануарларына әсерін зерттейміз. Өте қызық екен.
Біз де ғылыми сапарларда экологиялық мәселелермен жиі кездесетінбіз. Есімде деп сөзін бөліп жіберді Айсұлу. Сіз қазіргі өркениет көне мәдениеттердің ізін жойып жатыр деп үнемі ренжитінсіз. Оның даусындағы мұңды естіген Айдана екеуіне оңаша қалуға мүмкіндік беру керек екенін түсінді. Мен кетейін деп орнынан тұрды. Кітапханаға барып қайтуым керек еді. Жоқ, деді Айсұлу күтпеген жерден. Өтінемін, қала беріңіз. Айдана қайтадан жайлап орнына отырды. Саят кесесінің ішіне қадалған күйі үнсіз отырды. Жауаптардың бәрі сол шайдың түбінде жатқандай көрінді. Сен жүзікті әлі тағып жүрсің бе? Деп сұрады ол ақырын. Айсұлу еріксіз кеудесіне қолын апарды. Жейдесінің астында шынжырға тағылған заттың бедері байқалып тұр екен. Иә, деді ол жай ғана. Әлі тағып жүремін. Тағы да үнсіздік орнады. Бұл жолғы үнсіздік соншалық ауыр еді, Айдана оның салмағын тәнімен сезгендей болды. Мен ғылыми жұмысым үшін ішінде көне жәндіктердің ізі сақталған кәріптас іздеп жүрмін, деді Айсұлу кенет. Ертең теңіз жағасына бармақшымын. Дауылдан кейін жағаға көп шығады. Ол тағы үнсіз қалды. Бізбен бірге барғыңыз келе ме? Деді ақыры. Бірақ әкесіне емес, одан әрірек қарап тұрды. Баяғыдағыдай. Айдана Саяттың жүзінің дір ете қалғанын байқап қалды. Иә, деді ол баяу ғана. Өте қатты қалаймын. Каспий теңізінің Ақтау маңындағы жағалауы оларды суық желмен және сұрғылт бұлт торлаған аспанмен қарсы алды. Толқындар жағаға қара балдырларды, ағаш сынықтарын және күн сәулесіндей жарқыраған ұсақ кәріптас кесектерін қайта-қайта лақтырып жатты. Айдана су жиегімен баяу жүріп, ұсақ тастар мен теңіз қабыршақтарын теріп келе жатып, алдында келе жатқан Саят пен Айсұлуды бақылап отырды. Олар көп сөйлемеді. Бірақ үнсіздіктің өзі өзгергендей еді. Бұрынғыдай мұздай емес, біртіндеп жұмсарып бара жатқандай. Су тасты қалай баяу мүжіп өзгертсе, олардың арасындағы қашықтық та солай азайып келе жатқандай болатын. Қарашы, деді Саят еңкейіп, кішкентай ғана кәріптас кесегін көтеріп. Есіңде ме? Сен 10 жаста болғанда дәл осындайын осы жағалаудан бірге тапқан едік. Айсұлу басын изеді. Сол кезде сіз маған кәріптас миллиондаған жыл бұрын өскен ағаштардың көз жасы дегенсіз. Мен тұтас бір апта бойы ағаштарға жаным ашып жылағамын. Саят сол күні алғаш рет шын көңілмен жымиды. Сенің қиялың тынбай болатын. Олар тағы біраз үнсіз жүрді. Жел күшейіп теңіз бұрынғыдан да қарауыта түсті. Неге жоғалып кеттіңіз? Деп сұрады кенет Айсұлу, даусында кінәлау жоқ еді. Тек шаршағандық сезілді. Жол апатынан кейін неге маған келмедіңіз? Саят тоқтап қалды. Дауылды теңіздің аясында оның жалғыз тұрған бейнесі Айдананың жүрегін шым еткізді. Қолымнан келмеді, деді ол. Көзіңе қарауға батылым жетпеді. Гүлмира мен Нұрдәулеттің өлімінен кейін, бәрінен кейін. Саят қызына бұрылды. Мен өмір бойы бәрін дұрыс істемедім, Айсұлу, әуелі сені де, анаңды да жұмыс үшін екінші орынға қойдым. Кейін жаңа отбасы құрдым. Бірақ тағы да жұмыс бәрінен маңызды болды. Ал жол апаты болғанда мен бәріне шыдай алмадым. Сіз бізді бұрын да тастадыңыз, деді Айсұлу, даусындағы жасырын жара енді анық сезілді. Анамды да, мені де өзіңіздің көне тастарыңыз бен қыш сынықтарыңыз үшін ұмыттыңыз. Кейін жаңа отбасы құрдыңыз. Ал олармен бірге жол апатына түскен соң мүлде жоқ болып кеттіңіз. Менің де әкемнен айырылғанымды бір сәтте ойламадыңыз. Айдана олардың әңгімесіне бөгет болмас үшін тағы да кейін шегінді. Өзін бөтен адамның жан сырын тыңдап тұрғандай сезінді. Бірақ Саят та Айсұлу да оның бар екенін ұмытып кеткендей еді. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы тұрды. Ұзақ уақыт бойы бір-бірінен алшақ жатқан екі жағалау енді ғана көпір арқылы жалғана бастағандай көрінді. Мен рөлде отырып ұйықтап кеттім, деді Саят бәсең үнмен. 3 түн бойы шұғыл ғылыми мақала жаздым. Гүлмира пойызға үлгеруіміз керек деп асықтырды. Нұрдәулетті арнайы математика мектебіне шақырған еді. Өзімнің қатты шаршағанымды білдім. Бірақ бәрібір көлікке отырдым. Сосын бұрылыста. Ол сөзін аяқтай алмай тоқтап қалды. Тынысы тарылып кеткендей болды.
2 күннен кейін ауруханада есімді жидым. Ең бірінші олар қайда деп сұрадым. Дәрігер үндемей көзін тайдырды. Сол сәтте бәрін түсіндім. Оларды өзімнің жауапсыздығым мен өзімшілдігіммен өлтіргенімді түсіндім. Сондықтан өмір сүруге лайық емеспін деп ойладым, Айсұлу. Ал мен, деді Айсұлуның даусы дірілдеп. Мен де әкесіз қалуға лайық емес едім. Саят қызына бір қадам жақындады. Бірақ қолын созуға батылы жетпей, сол орында тоқтап қалды. Сен менен әлдеқайда жақсы әкеге лайық едің. Бірақ менде сізден басқа әке болған жоқ, деді Айсұлу жай ғана. Ал сіз кетіп қалдыңыз. Айдана Саяттың жанарынан аққан жалғыз тамшы жасты көрді. Ол да өзі сияқты осы жылдардың бәрінде жалғыз қалғандай еді. Мен әрі қарай қалай өмір сүру керектігін білмедім, деді Саят. Ішімдікке салындым. Жұмысымнан айырылдым. Үйімнен айырылдым. Күн өткен сайын құлдырай бердім. Ақырында бәрінен жоғалып кеткен оңайырақ деп шештім. Ешкім болмай кеткім келді. Жел күшейіп, теңіздің тұзды тамшыларын олардың бетіне шашып тұрды. Білесіз бе, мен сізді іздеп Астанаға барғанмын, деді Айсұлу. Сіз жоғалғаннан кейін жарты жылдан соң барлық баратын жеріңізді араладым. Хабарландырулар жапсырдым. Ауруханаларды да, мәйітханаларды да қарап шықтым. Ол жейдесінің астынан шынжырды шығарып көрсетті. Ұшында қошқыл алтын түсті тасы бар ауыр күміс жүзік ілулі тұр екен. Осы уақыттың бәрінде осыны тағып жүрмін. Сізден қалған жалғыз естелік осы болды. Саят жүзікке көз алмай ұзақ қарады. Саған берген күнім әлі есімде, деді ол. Сол кезде сен 16 жаста едің. Мен ешқашан сіз сияқты археолог болмаймын дегенсің. Айсұлу әлсіз ғана жымиды. Бәрібір топырақпен жұмыс істеймін. Тек теңіздің түбін зерттеймін. Екеуі үнсіз теңізге қарап тұрды. Әке, деді Айсұлу ақырында. Мен сізді толық кешіре аламын ба, білмеймін. Бірақ ең болмаса соған тырысып көргім келеді. Өйткені осы ауырлықты өмір бойы арқалап жүргім келмейді. Ол еңкейіп құмның арасынан кішкентай бір кәріптас кесегін көтеріп алды. Қараңызшы, деп оны Саятқа ұсынды. Ішіне қараңыз. Саят кәріптасты көзіне жақындатты. Мөлдір алтын түсті тас ішінде ежелгі жәндіктің қарауытқан бейнесі анық көрініп тұр екен. Кіріппе, деді ол ақырын. Тап-тамаша сақталған. Ол миллиондаған жыл бойы осы тастың ішінде қамалып жатты, деді Айсұлу, ал біз оны қайтадан жарыққа шығардық. Ол кәріптасты әкесінің алақанына қойып, бір сәтке оның қолын өз қолымен басты. Айдана сәл әріректе үнсіз тұрды. Әке мен қыздың теңіз бен құрлықтың, өткен өмір мен келешектің тоғысқан шебінде қатар тұрғанына қарап тұрды. Жел шаштарын тербеп, құмдағы іздерін өшіріп жатты. Бірақ екеуі қимылсыз тұрды. Көне жырдағы кейіпкерлердей көрінді. Айдана сол сәтте ең терең жаралардың өзі әп-сәтте жазылмаса да, толық айықпаса да, алға қарай өмір сүруге жетерліктей болып біртіндеп біте бастайтынын түсінді. Өткеннің сынған бөлшектерін жинап, солардан мүлде жаңа өмір құрауға болады екен. Арттарында теңіз толассыз шулап жатты. Жағаға қайта-қайта ағаш шайырының тасқа айналған жаңа кесектерін шығарып тастап отырды. Олар ең нәзік дүниенің өзі мыңдаған жылға шыдай алатынын үнсіз дәлелдеп тұрғандай еді. Күн сәулесі жанардың шеберханасына шаң басқан, түрлі түсті әйнек терезелер арқылы еніп бөлмені сан алуан түске бояды. Саят ұзын ағаш үстелдің басында отырып, күмістен жасалған ұсақ дайындамаларды мұқият қарап отыр екен. Осы жарықта оның жүзіндегі әжімдер құрғап қалған өзен арналары секілді терең көрінді. Мына жерінің бедерін сәл көтеріңкі етіп жасау керек, деді ол білезіктің сызбасына үңіліп. Скандинавтардың әшекейлерінде мұндай жіңішке сызықтар болмаған. Қараңыз. Ол қарындашпен бірнеше ғана сызық жүргізіп, қазіргі үлгіні ежелгі заманнан енді ғана қазып алынған түпнұсқаға ұқсатып жіберді. Сіз нағыз шеберсіз, деді Жанар таңданысын жасыра алмай. Мұндай бұйымдарды туристер бірден сатып алады. Бастысы оны көне жәдігер деп таныстыра көрмеңіз, деп жымиды Саят. Әйтпесе ғылыми журналдарға барып, оны жоққа шығаратын мақала жазуыма тура келеді. Дәл сол сәтте сырттан трамвайдың дүрсілі естіліп, тербелістен төбеге ілінген қыш қоңыраулар сыңғырлап кетті. Әрқайсысының үні бір-біріне ұқсамайтын әсем әуенге айналды. Саят қайтадан сызбаға үңілді.
Бірақ кенет қолы дірілдеп, қарындашы саусақтарының арасынан түсіп кетті. Қағаздың бетінде орынсыз қара сызық қалып қойды. Ол қарындашты көтермек болды. Бірақ қолы өзіне бағынбай, бөтен адамның қолындай сіресіп қалған еді. «Саят!» деді Жанар алаңдап. «Не болды?» «Ештеңе». Ол бар күшімен саусақтарын ашып жұмды. «Аздап шаршаған шығармын». Бірақ ішін әлсіздік жайлап бара жатты. Көзі бұлдырап, айналадағы заттардың пішіні көмескілене бастады. «Жарақаттан кейінгі энцефалопатия», деді Раушан Петрқызы Айдананың қарсысында отырып, Саяттың тексеру қорытындылары салынған жұқа құжатты жауып. «Көшеде жүрген кезінде микроинсульт алған. Осындай жағдайда аман қалғанының өзі таңғаларлық. Бұл қаншалық қауіпті?» деп сұрады Айдана, жүрегі қысылып бара жатқанын сезді. «Өте қауіпті. Оған міндетті түрде ота қажет. Одан кейін ұзақ оңалту емі жүргізілуі керек». Айдана терезеден аурухананың ауласына қарады. Кәрі жөке ағаштарының көлеңкесінде бірі тамшылатып ем алып, енді бірі балдаққа сүйенген науқастар отыр. Бұл жерде өмір мен өлім күнделікті үйреншікті көрініс сияқты қабылданатын. «Емнің құны қанша болады?» «Өте қымбат», деді Раушан Петрқызы, археология профессорының зейнетақысымен өтеу мүмкін болмайтын деңгейде қымбат. Оның даусында аяныш та, кінәлау да жоқ еді. Тек медициналық қорытынды сияқты өзгермейтін шындық қана сезілді. «Оның ағасы бар», деді Айдана, «жағдай жақсы. Көмектесе алады». «Онда мәселе неде?» Айдана күрсініп қойды. «Саят оның ақшасын алудан бас тартып отыр. Өзім онсыз да бәріне көп қарызбын дейді». «Намыс», деді Раушан Петрқызы басын изеп. «Мұны түсінемін. Бірақ кейде артық намыс адамның өмірін ісіктен де жылдам жалмайды». Ол қаламмен үстелді баяу тықылдатты. «Айтпақшы, байқауға өтініш бердің бе?» «Иә», деді Айдана көзін төмен салып. Бірақ негізгі үміткер әлдеқашан белгілі сияқты. Аудан басшысы орынбасарының қызы екен. Әкесі байқау комиссиясының құрамында. «Айнұр Бекенова», деді Раушан Петрқызы басын изеп. «Иә, оны жақсы білемін. Орташа ғана үлгерім, тәжірибесі де аз. Бірақ әкесінің қызметі жоғары». Раушан Петрқызы кенет орнынан тұрып, үстелді айналып өтіп, Айдананың қарсы алдына келді. «Мені мұқият тыңда, Айдана, мен шетелдегі соғыс аймағында сен сияқты қаншама жас маманды жер қойнына тапсырдым. Олар жанын білім мен әділдік үшін қиды. Солардың еңбегі ақталсын деп жүріп, кейін медициналық институттағы орындардың тамыр таныстықпен бөлінгенін көру үшін өмір сүрген жоқпын». Оның даусындағы қайсарлық пен қатқылдық Айдананы еріксіз тіктеліп отыруға мәжбүр етті. «Мен соңына дейін күресемін», деді Айдана. «Дәл солай болуы керек», деп басын изеді Раушан Петрқызы. «Ал енді бар да, өз профессорыңның мәселесін шеш. Оның уақыты тым аз қалып барады». Нұржанның пәтерінде ескі фотопленканы өңдейтін ертіндінің иісі мен шаңның иісі араласып тұрды. Бөлменің әр жеріне ілінген фотосуреттер жартылай ашық тұрған терезеден кірген желмен баяу тербеледі. Қарақ түсті әрбір сурет уақыттың бір сәтін мәңгіге қатырып қойғандай әсер қалдыратын. «Мынаны қара», деді Нұржан ноутбугіндегі батырманы басып. Экран жанды. Қара фонда жүдеп кеткен, сақал мұрты өскен, бірақ жанары әлі де өмірге толы үй-күйсіз адамның жүзі көрінді. «Мен бәрінен айырылдым», деді экрандағы адам. «Жұбайымнан, үйімнен, жұмысымнан. Бұрын өмірдің ең түбі көпір астында түнеу шығар деп ойлайтынмын. Кейін түсіндім. Нағыз түпсіз тұңғиық қайта тұруға деген ниетіңнің жоғалу екен». Айдана экрандағы адамның мейірім мекені орталығының тұрғыны екенін бірден таныды. Бұл Саят археология негіздерін үйреткен азаматтардың бірі еді. Келесі көріністе Саяттың өзі пайда болды. Ол орталықтың кітапханасында отырып, өзін мұқият тыңдап отырған адамдарға дәріс оқып жатыр екен. «Археологияның не үшін маңызды екенін білесіздер ме?» деді ол. «Өйткені ол адам өмірінен кейін бір нәрсе міндетті түрде қалатынын дәлелдейді. Іздер, көне бұйымдар, адамның тіршілік еткенінің таңбалары. Бұл дүниеден ешкім із-түзсіз жоғалып кетпейді». Айдананың тамағына бірдеңе кептелгендей болды. «Мұны қашан түсірдің?» «Маусым айында», деді Нұржан. «Сенің профессорыңды көруге барғамын».
Әуелде өзім үшін бірнеше кадр ғана түсірмек едім. Бірақ ақырында тұтас деректі фильм шығып кетті. Ол үнсіз қалды. Экранда орталық тұрғындарының жүздері бірінен соң бірі алмасып жатты. Түрлері әр түрлі болғанымен, барлығын біріктіретін ортақ нәрсе бар еді. Олар бір кезде өздерін жоғалтып алып, енді қайтадан өмірлерін жинақтауға тырысып жүрген адамдар болатын. Осы фильмді студенттердің кинофестиваліне апардым, деді Нұржан біраздан кейін. Бірінші орынды жеңіп алдым. Оның үстіне жобаны жалғастыруға арнайы грант та берді. Айдана таңданысын жасыра алмады. Бұрын деректі киноны өнер емес, бос әурешілік деп айтушы едің ғой. Нұржан жымиды. Иә, көп нәрсе айттым. Бірақ сенің профессорыңмен танысқан соң, кейбір адамдардың өмірінде шынымен де айтылуға тиіс оқиғалар болатынын түсіндім. Ол ноутбугын жауып қойды. Сондықтан енді әлеуметтік деректі фильмдер түсіремін. Қызық емес пе? Жоқ, деді Айдана басын шайқап. Мүлде қызық емес. Сен өз жолыңды таптың. Соған сенің де қайсарлығың себеп болды, деді Нұржан оған байыппен қарап. Сырттан электр пойызының ұзақ дабылы естілді. Ол алыста қалған өткен шақтың шақыруындай мұңды естілді. Саяттың жағдайы қиындап кетті, деді Айдана, оған қымбат ота қажет. Ағасы көмектесе алмай ма? Көмектесе алады. Бірақ Саят өзі қабылдамай отыр. Нұржан бөлме ішінде жүріп, қабырғаға ілінген суреттерді ақырын қозғап өтті. Білесің бе, деді ойланып. Менің фильмім ақшалай сыйлықты алды. Көп емес, бірақ аз да емес. Мүмкін мен. Жоқ, деді Айдана оны жұмсақ тоқтатып. Мәселе ақшада ғана емес. Саят өзін көмекке лайық емеспін деп есептейді. Сондықтан ешкімнің көмегін қабылдай алмай жүр. Қызық екен, деді Нұржан басын шайқап. Көшеде өмір сүруге лайықпын дейді, ал емделуге лайық емеспін дейді. Дәл солай. Айдана терезеден сыртқа көз тастады. Сұр аспан аясында өндіріс орындарының мұржалары қарауытып көрініп тұрды. Мен оған оның олай емес екенін қалай дәлелдерімді білмеймін. Асқардың пәтері ескі қала ауданындағы ескі көп қабатты үйде орналасқан еді. Биік төбелі, кең бөлмелі, қабырғалары әсем өрнектелген. Қабырғада ілулі тұрған ескі суреттер, қалың перделер, көне жиһаздардың бәрі бұл үйдің талай тарихты бастан өткергенін аңғартатын. Саят креслода жүзі қуарып, қатты жүдеп, жанары мұңға толы күйде отыр. Қасында диванда Асқар мен арнайы Ақтаудан келген Айсұлу жайғасқан. Жанар терезе алдында білегіндегі білезіктерді қайта-қайта сипалап мазасыз тұрды. Асқар, мен бұл ақшаны алмаймын, деді Саят, мен саған онсыз да тым көп қарыздармын. Бұл садақа емес, деді Асқар, бұл емделуге қажет қаражат. Сен менің туған ағамсың. 3 жыл бойы із-түссіз жоғалып кетіп, кейін қайта оралып, тағы да сенің мойныңа салмақ түсіретін ағамын. Әке, деді Айсұлу ақырын. Өтінемін. Мен сені енді ғана қайта таптым. Қайтадан жоғалтқым келмейді. Жоғалтпайсың, деді Саят қасарысып. Мен мемлекеттік кезекпен тегін отаға тұрамын. Раушан Петрқызы құжаттарды рәсімдеуге көмектесемін, деді. Ондай кезек кемінде жарты жылдан кейін ғана келеді, деді Айдана, ал ота дәл қазір қажет. Саят терезеге бұрылды. Күн батар алдындағы алтын сәулеге шағылысып жатқан өзеннің бір бөлігі көрініп тұр екен. Өмірімде бір рет болса да бәрін өзім шешуім керек, деді ол жай ғана. Сен өмір бойы бәрін өзің істедің, деді Асқар, университетке өзің түстің. Ғылыми дәрежеңді өзің қорғадың. Ғылыми еңбектер жаздың. Бүгінгі дейін бүкіл Скандинавия тарихын зерттеушілер сілтеме жасайтын кітаптарды шығардың. Кейін сол өмірдің бәрінен де өзің айырылдың. Иә, бәрін өзім құрттым, деді Айсұлу күтпеген жерден қатқыл үнмен. Енді тағы да өз бетіңмен өлгің келе ме? Осыны шешім деп ойлайсың ба? Оның даусындағы жан жарасы соншалық ауыр еді, бәрі үнсіз қалды. Саят қызына таңдана әрі дәрменсіз күйде қарады. Дәл осы сәтте ғана өзінің шешімі тек өз тағдырына ғана емес, жақындарының өміріне де әсер ететінін ұққандай болды. Мен сендерге масыл болғым келмейді, деді ол ақырында. Сіз үнемі қарыз бен кінә туралы айтасыз, деді Айдана күтпеген жерден сөзге араласып. Бірақ нағыз отбасы ешқашан қарым-қатынасты қарыздың есебімен өлшемейді.
Бөлмедегілердің бәрі оған бұрылып қарады. Менің әкем бөтен адамдарды құтқару үшін өмірін қиды. Өйткені оларға қарыз болғандықтан емес, деп сөзін жалғастырды Айдана. Өйткені ол адам өмірі кез келген есеп-қисаптан қымбат деп сенетін. Тіпті әлгі адам өзіңе жау болса да. Айдана Саят отырған креслоның жанына келіп, тізерлей отырып, оның көзіне тіке қарады. Саят Ілиясұлы, сіз ғалымсыз. Өмір бойы өткеннің сынақтарын жинап, оларды болашақ үшін сақтап келдіңіз. Сонда өз өміріңіз әлдебір көне қыш сынығынан да құнсыз деп ойлайсыз ба? Саят оған ұзақ үнсіз қарады. Көзін бір сәтте тайдырмады. Сосын Жанардың шеберханасында өзіне бағынбай қалған сол қолын баяу көтеріп, Айдананың бетіне ақырын ғана тигізді. Кейде мені сол көпірдің астынан сен емес, мен сені тапқандай көрінеді, деді ол баяу. Сені тағдыр мені өмірге қайта келу үшін жолықтырған сияқты. Ол жанарын төмен түсірді. Айдана оның бетінен сырғып түскен жалғыз жас тамшысын көрді. Бұл шынайы көз жасы еді. Жарайды, деді Саят, мен ота жасауға келісемін. Аудан әкімдігінің дәліздері кең әрі тым-тырыс еді. Айдана жылтырап тұрған мәрмәр еденге түскен өз бейнесіне қарамауға тырысып келе жатты. 2 жыл бұрын жеңілдікпен сатып алған жалғыз сәнді аяқ киімі мұндай салтанатты ғимаратқа тым қарапайым көрінетіндей сезілді. Байқау комиссиясының алдында 5 адам отыр екен. 3-еуі қатаң костюм киген ер адамдар, бірі қабағы қатулы орта жастағы әйел, және Айдананың таңданысына қарай Раушан Петрқызы да осында отыр. Айдана Серікқызы Сейітова, деді комиссия төрағасы, самайы сирей бастаған толық денелі кісі. Медициналық институттағы мақсатты грантқа үміткер. Айдана терең тыныс алып, шалғай ауылдарға отбасылық дәрігер жүйесін енгізу жөніндегі жобасын баяндауға кірісті. Ол жалғыз өзі ауылдық амбулаторияның бар жұмысын арқалап жүрген анасы туралы айтты. Алыс ауылдарда дәрігердің тек емдеп қана қоймай, аурудың алдын алумен де айналысуының маңызы жайында сөз қозғады. Өйткені ондай жерлерде ең жақын ауруханаға жетудің өзі бірнеше сағатқа созылады. Ол сөйлеп тұрған кезде көз алдына ауыл амбулаториясында сырқат баланың жанында отырған анасының бейнесі, қарағай иісі сіңген орманнан қайтып келе жатқан әкесі, және сол бір Наурыз кешінде көпір астынан өзіне үнсіз қарап жатқан Саяттың жүзі келе берді. Айдана сөзін аяқтағанда кабинетке үнсіздік орнады. Осындай жағдайда жұмыс істеген тәжірибең бар ма? Деп сұрады ақыры комиссия мүшелерінің бірі. Иә, деді Айдана, мен сондай ауылда өстім. Жас сайын анама амбулаторияда көмектесемін. Соған дәлел болатын құжаттарың бар ма? Бар. Айдана құжат салынған папканы ұсынды. Аудандық бас дәрігердің мінездемесі де бар. Тағы бір деректі фильмді қоса келдім. Деректі фильм? Деп таңданды төраға. Иә, оны досым ауыл медицинасы туралы түсірген. Студенттік кинофестивальде жүлде алған. Комиссия мүшелері бір-біріне қарап қойды. Жақсы, үміткерлігіңізді қараймыз. Нәтиже 1 аптадан кейін жарияланады. Айдана кабинеттен шыққанда тізесінің қалтырап тұрғанын сезді. Дәлізде ол сәнді киінген, шашын мінсіз үлгіде жинаған Айнұр Бекеновамен бетпе-бет келді. Ол аудан басшысы орынбасарының қызы болатын. Сәлем, деді Айнұр Айдананы бастан аяқ бағалай қарап. Демек, сен менің қарсыласымсың. Солай болып тұр, деді Айдана. Онда сәттілік тілеймін, деді Айнұр кекесінсіз, бірақ үстем сөйлеп. Шынымды айтсам, мұны не үшін қалайтыныңды түсінбеймін. 5 жыл бойы алыс ауылда жұмыс істеу оңай емес. Ол ауыл менің туған жерім, деді Айдана жайғана. Мен сол жерде өстім. Айнұр иығын қиқан еткізді. Қызық таңдау екен. Әкем айтқандай, әркімнің өз жолы бар. Ол кабинетке кіріп кетті. Артынан қымбат әтірдің жұпар иісі ғана қалып қойды. Айдана дәлізбен баяу жүріп келе жатып, дәл осы сәтте Саяттың операция үстелінде жатқанын ойлады. Бәлкім, осы ота оның өмірін сақтап қалар. Мейірім мекені орталығында Нұржанның деректі фильмін адамдар көріп отырғанын, сол фильмнен үміттің бір сәулесін тауып жатқанын елестетті. Сондай-ақ Сарыарқа өңіріндегі шалғай ауылда анасының өзінен хат күтіп отырғаны есіне түсті. Сол бір Наурыз күнде көпірден төмен түсіп, бейтаныс жанға қол ұшын созған сәтте тағдырдың осыншама адамның өмірін бір арнаға тоғыстыратынын ол қайдан білсін.
Әкімдік ғимаратына шыққанда оны Нұржан күтіп тұр екен. Әдеттегі мыжылған жейдесінің орнына бүгін таза ақ көйлек киіп алыпты. Жүзі де бұрынғыдан әлде қайда салмақты көрінді. «Қалай өтті?» деп сұрады ол. «Білмеймін» деді Айдана шынын айтып. «Бірақ қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Одан артығын ешкім талап ете алмайды». Нұржан қолын созды. «Жүр, Саяттың операциясы аяқталуға жақын қалды». Екеуі көшеге шықты. Тамыздың алтын шуағы ағаштардың ұшын нұрға бөлеп тұр екен. Самал жел өзен жақтан есіп су мен еркіндіктің жұпар лебін алып келді. «Білесің бе?» деді Нұржан жағалау бойымен келе жатып. «Кейде бәріміз бір-бірімізге көзге көрінбейтін жіптермен байланып тұрғандай сезінемін. Сол жіптердің біреуін ғана қозғасаң, бүкіл тағдыр өзгеріп кететіндей». Айдана үндемей өзен бетіне қарады. Су бетінде шексіз аспанның бейнесі тербеліп тұрды. Ол бейне мүмкіндіктерге толы шексіз әлемдей көрінді. «Саят аман қалады» деді ол ақыры. «Ал мен сол грантты жеңіп аламын. Неге бұлай сенімді айтып тұрсың?» деп сұрады Нұржан. «Өйткені басқаша болуы мүмкін емес» деді Айдана сабырмен. «Әйтпесе осының бәрінің мәні жоғалады. Адам тағдырларының осылай тоғысуының да». Нұржан оған таңырқай қарап қалды. Бұрын соңды көрмеген адамдай ұзақ қарады. «Сен ерекше жансың, Айдана» деді ол. «Өзің соны білесің бе?» «Жоқ» деп басын шайқады Айдана. «Мен тек істеуге тиіс нәрсені ғана істеймін. Әкем сияқты, анам сияқты». Саят та баяғыда өмірі астан-кестең болмай тұрған кезде дәл солай өмір сүрген. Екеуі қала көшесімен үнсіз келе жатты. Айдана өмірдің бір-бірімен тоғысқан тағдырлардан тұратын шексіз өрнек екенін ойлады. Әрбір кездесу, әрбір таңдау, әрбір жақсылық сол өрнекке жаңа бір сызық қосып, жаңа тағдырдың басталуына себеп болады екен. Айдана сол бір наурыз түнінде көпір астынан өз өмірін өзгерткен адамды кездеруі кездейсоқтық емес екенін енді анық түсінді. Өйткені Саяттың өмірін өзгерткені сияқты, Саят та оның тағдырын түбегейлі өзгертті. Қазан айының алғашқы қары Айданаға жуырдағы наурыз боранын еске салды. Сол күн бір жағынан кеше ғана өткендей жақын, бір жағынан бүтін бір ғұмыр бұрын қалғандай алыс көрінді. Ол кезде боранға қарсы жүріп келе жатқан еді. Ал бүгін ақырын қалықтаған қар ұлпалары иығына үнсіз қонып, жақсылықтың белгісіндей сезілді. Отадан кейінгі бөлімшеде антисептик пен аурухана төсегінің өзіне тән иісі аңқып тұрды. Саят терезе жанында отырып, жүзін күздің соңғы күн шапағына тосып алған. Отадан кейін жүзі бұрынғыдан да жүдеп кеткенімен, жанарында бұрын байқалмаған айқындық пайда болған еді. «Құтқарушымыз келді ғой» деді ол жымиып. Сол жымиыс оның жүзін бір сәтте өзгертіп, ғылыми еңбегіндегі суреттен көрінетін баяғы профессордың келбетін қайта тірілткендей болды. «Өзіңізді қалай сезініп жүрсіз?» деп сұрады Айдана. Ол тумбочка үстіне алма мен археология журналының жаңа санын қойды. «Өмірді қайта бастағандаймын» деді Саят. Ол сол қолының саусақтарын баяу қимылдатып көрсетті. Әр қозғалыс оңай болмаса да бұрынғыдай сіресіп қалған жоқ еді. «Дәрігер тағы бір айдан кейін қайтадан жаза бастауға болады» деді. Ол журналды қолына алды. Кафедрадан да хат келді. «Сенесің бе? Магистранттарға Скандинавияның көне мәдениеті жөнінде арнайы курс жүргізуді ұсынып отыр. Әрине, толық емес жүктеме ғана». Ол сөзін аяқтамай үнсіз қалды. Айдана оның жанарынан үрей мен өз бақытына сенбеудің белгісін байқап қалды. «Бұл тамаша жаңалық қой» деді Айдана. «Сабақ қашан басталады?» «Келесі семестрде. Егер бәрі ойдағыдай болса». Дәл сол сәтте дәлізден асығыс аяқ дыбысы естілді. Есік ашылып бөлмеге Айсұлу кірді. Беті суық желден қызарып кеткен. Шашын қар мен жел әбден ұйыстырған. Ол арқасындағы сөмкесін бос төсекке тастай салды. «Ұшақ 2 сағат кешікті» деді демін әрең алып. «Уайымнан жынданып кете жаздадым». Ол әкесіне жақындап құшақтады. Бұрынғыдай тартынып тұрса да, құшағында бұрын болмаған жылылық сезілді. «Мен құжаттарды алып келдім» деді Айсұлу сөмкесін ашып. «Ғылыми кеңестің шешімі, ғылыми ортаға қайта қабылдау жөніндегі қағаздар және тағы мынаған қараңыз». Ол жылтыр журналды ашып әкесіне ұсынды. «Алпамыс Ларсон жаңа ғылыми еңбегінде сіздің зерттеуіңізге сілтеме жасапты.
Сіздің әдісіңіз өз дәуірі үшін төңкеріс жасаған жаңалық болды деп жазған. Айдана бұл көріністі үнсіз бақылап тұрды. Айсұлудың даусында әкесіне деген мақтаныш анық естіліп тұрды. Ол енді оны жасыруға тырыспайтын. Ларсон әрдайым өте сыпайы адам болатын деп жымиды Саят, бірақ оның жанары қуаныштан жарқырап кетті. Айсұлу Айданаға бұрылды. Ал сенің байқауың қалай болды? Нәтижесі келесі аптада белгілі болады, деді Айдана иығын көтеріп. Сырттай сабырлы көрінгенімен іші түгел алаңдап тұрған еді. Ол міндетті түрде жеңеді, деді Саят күтпеген жерден нық үнмен. Жеңуге тиіс. Әйтпесе бұл дүниеде әділет қалмағаны. Күзгі Астана Айданаға қатар өмір сүріп жатқан бірнеше әлемдей көрінетін. Бір әлемде ол медициналық институтқа түсуге дайындалып жүр. Екінші әлемде жатақханадағы бөлмесінің ақысын төлеу үшін түнгі ауысымда санитар болып жұмыс істейді. Үшінші әлемде оңалту орталығына ауыстырылған Саятқа барып тұрады. Осы өмірлердің бәрі де бірдей шынайы, бірдей ауыр әрі бірдей маңызды еді. Мұның бәріне қалай үлгересің? Деп сұрады Нұржан Айдана түнгі ауысымнан кейін тағы ертемен шығып бара жатқанда. Ол ас үй есігінде шашы ұйпа-тұйпа болып, қолына кофе ұстаған күйі тұр екен. Мойнында баяғы камерасы ілулі. Өзің ұйықтайсың ба? Кейде, деп күлді Айдана. Нұржан басын шайқады. Білесің бе, менің фильмімді қалалық телеарна көрсетті. Әлеуметтік мәселелер туралы арнайы бағдарламада. Айдана есік алдында тоқтап қалды. Бұл керемет қой. Иә, деді Нұржан кофеден бір ұрттап. Ең қызығы не болғанын білесің бе? Маған аудан басшысы орынбасары телефон соқты. Сенің қарсыласыңның әкесі. Айдана аң-таң болып қалды. Не деді? Фильмнің толық нұсқасын қайдан көруге болатынын сұрады. Бұл фильм ауыл медицинасындағы мәселелерге мүлде басқа көзқараспен қарауға мәжбүрледі, деді. Айдана сенер-сенбесін білмей басын шайқады. Сеніңше бұл байқау нәтижесіне әсер ете ме? Білмеймін, деді Нұржан, бірақ кейде ең қатал адамның өзі шындықты анық көрсетсең, бәрібір көре бастайды. Ол Айданаға бір қадам жақындады. Айдана, мен сені мақтан тұтамын. Шынымен? Дәл сол сәтте Айдананың телефоны шырылдады. Экранда Раушан Петрқызының есімі жанып тұрды. Комиссия шешімі салынған конверт бірнеше парақ қағаз ғана болса да, Айданаға өте ауыр болып көрінді. Ол әкімдік дәлізінде тұрып, конвертті ашуға батылы жетпей тұрды. Қағазды тағы қанша мыжылайсың? Деген таныс дауыс артынан естілді. Раушан Петрқызы оған бұрын соңды байқалмаған жұмсақ жүзбен қарап тұр екен. Қорқып тұрмын, деді Айдана шынын айтып. Қорықпайтын адам болмайды, деді Раушан Петрқызы иығын көтеріп. Бірақ ішінде не жазылғанын өзің де білесің ғой. Білемін бе? Әрине, сен жеңдің, Айдана, әділ жеңдің. Айдана сенер-сенбесін білмей конвертті ашты. Аудан әкімдігінің ресми мөрі басылған қағазда байқау қорытындысы бойынша медициналық университетке мақсатты грант Айданасы. Бұл қалай мүмкін болды, деп сыбырлады ол. Ал аудан басшысы орынбасарының қызы ше? Деп сұрады Айдана. Айнұр Бекенова өз үміткерлігін өзі қайтарып алды, деді Раушан Петрқызы. Әкесі сенің көршің түсірген деректі фильмді көргеннен кейін ол ешқандай жеңілдіксіз, жалпы тәртіппен оқуға түсемін деп шешіпті. Ол сәл үнсіз қалды. Кейде біздің жүйеде де ғажайыптар болады, Айдана, өте сирек болса да болады. Жанардың шеберханасы адам танымастай өзгеріпті. Төбедегі арқалықтарға түрлі түсті шамдар ілінген. Үстелдердің үстінде сусындар мен дәмді тағамдар жайнап тұр. Бұрыштағы шағын шыршаға Жанардың өз қолымен жасаған қыш ойыншықтар ілініпті. Айдана үшін, деп тостағанын көтерді Асқар, болашақтағы Сарыарқа өңірінің ең үздік терапевті үшін. Саят үшін, деді Айдана өз тостағанын көтеріп. Ғылымға қайта оралған үшін. Ұзын үстелдің басында тағдыр тоғыстырған ерекше жандар жиналыпты. Отадан кейін әбден тыңайған Саят қолындағы шанышқыны сенімді ұстап отырғанын мақтанышпен көрсетіп отыр. Жанында Айсұлу Каспий теңізіндегі ғылыми сапарлары туралы қызу әңгімелеп отыр. Асқар мен Жанар бір-біріне тағам ұсынып күліп әңгімелесуде. Тіпті әдетте тым сабырлы жүретін Бауыржанның өзі бүгін жүзіне күлкі үйіріп отыр.
Бізде жақсы жаңалық бар, деді ол алғашқы тілектер айтылып болған соң. Мейірім мекені жоғары білімді үй-күйсіз адамдарды қоғамға қайта бейімдеуге арналған жаңа бағдарламаға грант ұтып алды. Бұл тамаша жаңалық қой, деді Айдана қуанып. Ал біз Саят Ілиясұлын осы бағдарламаның кеңесшісі болуға шақырғымыз келеді, деді Бауыржан, өйткені бұл жолды өз басынан өткерген адамнан артық ешкім түсіндіре алмайды. Саят шаншқысын ауада ұстап қатып қалды. Бірақ мен психолог емеспін. Әлеуметтік қызметкер де емеспін. Сіз адамның қайта өмірге орала алатынының тірі дәлелсіз, деді Бауыржан кейде сол кез келген теориядан әлдеқайда құнды. Сол сәтте бөлмеге тағы бір адам кірді. Қара көйлек киген Раушан Петр қыз екен. Ақ халатсыз оны алғаш көрулер еді. Кешіккеніме кешірім өтінемін, деді ол. Кезекшілігім ұзаққа созылып кетті. Раушан Петр қызы, деді Айдана қуанып. Сіз келеді деп мүлде ойламаппын. Мен де осы оқиғаның куәгеріне айналамын деп ойлаған жоқ едім, деп жымиды Раушан Петр қызы. Бірақ міне бәріміз осында отырмыз. Дастархан жиналып, жұрт шағын топтарға бөлініп әңгімелесіп отырған кезде Саят Айдананы терезе жанына шақырды. Терезе алдында шағын қорапша тұр екен. Мынаны саған сыйлағым келеді, деді ол. Алғысымның кішкентай белгісі. Айдана қорапшаны ашты. Ішінде күміспен көмкерілген тамшы пішінді кәріп тасалқа жатыр екен. Оның бетіне көне өрнек қашалған. Мөлдір тастың ішінде қатып қалған кішкентай жапырақ анық көрінеді. Бұл Сарыарқа өңіріндегі ғылыми сапарында тапқан көне бойтұмардың көшірмесі, деді Саят. Жанар екеуміз менің ескі сызбаларым бойынша қайта жасадық. Ертедегі адамдар кәріптас сыйлаған адамның жүрек жылуын сақтайды деп сенген. Ол бір сәт үнсіз қалды. Айдана Серік қызы, сен менің өміріме сол жылуды қайта келдің. Сол үшін саған ешқашан толық алғысымды қайтара алмаймын. Сіз әлдеқашан алғысыңызды айтып қойдыңыз, деді Айдана жай ғана. Өйткені сіз аман қалдыңыз. Өйткені өмірге қайта оралдыңыз. Ол алқаны мойнына тақты. Кәріптас оның мойнында кішкентай күн сәулесіндей жарқырап тұрды. Желтоқсан айы биыл ерекше қарлы болды. Айдана өндірістік аудан арқылы баяғы таныс жолмен келе жатты. Бір жыл ішінде айналаның бәрі өзгеріпті. Өзі де өзгерген. Енді ол медициналық институттың студенті. Шаш үлгісі де, дүниеге деген көзқарасы да басқа. Бір жыл бұрынғы қорқыныш пен сенімсіздіктің орнын сабыр мен өз күшіне деген сенім басқан. Сол тағдырлы оқиға басталған көпірде жаңарыпты. Енді оның жаңа қоршаулары орнатылып, тарихы жазылған ақпараттық тақтайша қойылған. Бұл Асқардың жобасы еді. Ол бұл жұмысқа тек кәсіби шеберлігін ғана емес, жүрегінің бір бөлігін де арнаған болатын. Ал бұрынғы қайық тұрағының орнында енді көпір атты мәдени орталық ашылыпты. Үлкен терезелерден Айдана іште балалардың Саятты қоршап отырғанын көрді. Ол қолындағы көне жәдігерді көрсетіп қызықты әңгіме айтып тұр екен. Келесі бөлмеде Жанар қыш өнері үйірмесін өткізіп жатыр. Сазға малынған қолдары ұшықтай айналып, пішінсіз балшықтан әсем бұйым жасап жатыр. Айдана көпір үстінде сәл аялдап кезінде үсті басы жыртық көрпеге оранып жатқан Саятты тапқан жерге көз тастады. Кенет астынан бір адамның қозғалғанын байқады. Көпір тіреуінің түбінде ескі киім киген бір жан бүрісіп отыр екен. Айдананың жүрегі бұрынғы әдетімен шым ете қалды. Ол баспалдаққа қарай бір қадам жасай бергенде мәдени орталықтан мейірім мекені деген белгісі бар ашық түсті күрте киген жас жігіттің шығып, әлгі адамға қарай нық қадаммен барып, қолын созғанын көрді. Айдана жымиып жолын жалғастырды. Қалтасындағы анасының хаты бойына жылу беріп тұрғандай. Анасы демалысқа асыға күтіп отырғанын және ауылға жаңадан келген жас терапевттің өте білімді азамат болып шыққанын жазыпты. Ірі-ірі қар ұлпалары жауып, сұрғылт өндіріс аймағын ертегі әлеміндей көркем етіп жіберген. Айдана қалтасына қолын салып, әрдайым өзімен бірге алып жүретін кәріптас алқаны сипап қойды. Көпір тек екі жағалауды ғана емес, адамдардың жүректерінде жалғайды деп ойлады ол. Сол бір жылдың ішінде тағдыр тоғыстырған жандардың бәрі көз алдынан өтті. Бір-бірін қайта тапқан Саят пен Айсұлу, ағасын өмірге қайта қайтарған Асқар, бей-берекет дүниеден сұлулық жасайтын Жанар, өз бойындағы шынайы деректі фильм түсіруші қабілетін ашқан Нұржан,
өзінің қайғысын өзгелерге көмекке айналдырған Бауыржан тіпті сырт көзге қатал көрінгенімен жүрегінде адамға деген шынайы жанашырлық сақтаған Раушан Петерқызы да осы тағдырдың бір бөлшегіне айналған еді. Енді олардың бәрін түсіністік пен мейірімнен салынған көзге көрінбейтін өте берік көпірлер байланыстырып тұрды. Ал бәрі бір ғана шешімнен басталды. Бір ғана сәттік батылдықтан. Наурыздың ақ түтек боранында көпірден төмен түсіп, бейтаныс адамға қол ұшын созудан басталды. Айдана жүзін жауып тұрған қарға тосып жымиып қойды. Алыстағы Сарыарқа өңірінде анасы күтіп отыр. Ал мұнда оны жаңа білім мен жаңа сынақтар күтіп тұр. Алдында мүмкіндіктер келе, жауапкершілікке де толы ұзақ өмір жатыр. Бірақ ол ең басты шындықты әлдеқашан түсініп қойған еді. Кейде ең кішкентай ғана жақсылықтың өзі, ең қарапайым ғана мейірімді қадам біреудің тағдырын түбегейлі өзгертіп жібереді. Ал өзгені құтқарамын деп жүріп, адам кейде өзінің де өмір жолын тауып алады. Айдана кәріптас алқасын алақанымен қыса ұстап, алға қарай нық қадам басты. Жаңа жауған аппақ қардың бетінде қалған іздері өткен мен келешекті жалғаған көпірдей созылып жатты. Кейде адамның бүкіл өмірін өзгертетін шешім бір ғана сәттің ішінде қабылданады. Егер Айдана сол наурыз түнінде көпірдің жанынан үнсіз өте шыққанда, Саяттың өмірге қайта оралуы да, адамдарды біріктірген осы жылы байланыстар да, талай жанның тағдырын өзгерткен мәдени орталықта болмас еді. Ең бастысы, өз жолын анық тапқан, жүрегі нық жас дәрігердің қалыптасуы да мүмкін болмас еді. Ал сіз дәл осындай жағдайда болсаңыз, не істер едіңіз? Бейтаныс жанға көмектесу үшін белгісіздікке қадам басар ма едіңіз? Бір адамның өмірін сақтап қалу үшін тәуекелге барар ма едіңіз? Ең бастысы, бір ғана ізгі іс, өзгенің ғана емес, өз тағдырыңызды да өзгерте алады дегенге сенесіз бе? Ойыңызды пікірге жазыңыз. Айдана мен Саяттың оқиғасы жүрегіңізге жетті ме? Өз өміріңізде осындай мейірім көпірлерін кездірдіңіз бе? Егер бұл әңгіме көңіліңізге әсер етсе, бейнеге ұнайды белгісін басып, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Бәлкім, дәл қазір біреуге созылған мейірім қолы бүкіл өмірін өзгертіп жіберуі мүмкін екенін еске салу қажет шығар. Осындай жүрекке жылу сыйлайтын өмірлік оқиғаларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыз.